Ең көп тапқан қаражаттарың неше? 7,5 мың теңге. Мен жалпы бір жылқы атпай атса кетіріп тастаймын. Ақшасын айтып бересің. Жоқ, бермеймін. Ол одан емес енді реклама деген қырылдырып қойған соң азыр істеген жоқ па? Кісім ауырып қаламын ондай. Күйеуімен Чечилмен әкеліп тастайды дейді. Йо, өстіп айтпайсың ғой, біз түсінбей қалдық қой. Ассалаумағалейкум. Жалпы біздің каналдың парақшаның көрермендері. Енді көріп отқандарыңыздай көпшілігі таниды. Осы тиктоктың инстаны жарып жүрген маңғыстаулық бауырларымыз. Балпс. Енді көбінесе қазір біз осы автокәсіпте көріп жүрміз. Одан кейін Нұрлыбай інім. Европадан. Бәрі де жалпы әзілде, осы әзілдің ар жақ бер жағында жүр ғой. Қазір енді жайдарманнан шықты. Нұрлыбай қазір бұл туралы қазір тағы тоқталамыз. Өндірісте Нұрғали жалпы сол қазіргі медиа контент сол бағытта да жалпы. Қара шаңырақта қалды. Сол бағытта. Енді мен енді арнайы тоқталмай-ақ қояйын. Кім осы салаларыңыз бойынша жалпы қысқаша айтып кетсеңіз да. Не толғандар. Енді Нұрлыбай саған сұрақ қояйыншы. Жаңа айтып кеттім ғой, арнайы тоқталайық. Мысалға сен осы былай қарағанда потенциалың мықты жігітсің да. Және ол потенциалың сен өндірісте жүрсең де арасында көрініп қалады, мысалы әр жерде. Жалпы өндіріске кетуге не себеп болды? Ассалаумағалейкум біріншіден. Бүгін сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Жаңаөзендегі алғашқы подкасттардың бірі деп ойлаймын. Маңғыстаудағы жастармен осылай тығыз жұмыс жасап жатқан жастар орталығы айтпақшы. Жастармен етене жұмыс жасаймыз деп, сол сияқты бүгін керемет подкаст. Жігіттерді көргеніме қуаныштымын. Балпысты Грузияда, Нұрғалиді білмеймін, әйтеуір қаяқта екен. Нұрғали Шаңауылда әйтеуір жалқ етіп шоқ болып кетіп бірдемелер істеп жатырмын дейді, әйтеуір келіп тұрады, братан деп. Өндіріске кетіп қалу себеп потенциал деп жатыр ғой. Жалпы потенциал дейтін дүние. Түсіндің ғой мағынасын? Иә, түсіндім. Қолдан келетін мүмкіндігің көп қой деп тұрсыз ғой, бәке. Рахмет, Алла разы болсын. Бұл жерде мектепте менде андай арманын айтады ғой. Жұмағалиев Нұрлыбай, сен қандай арманың бар дегенде мен айтқам, мен КВНщик боламын, асаба боламын және мұнайшы боламын деп. Дұға шығар, әр адам айтылған. Сол үш нәрседен үшеуі де орындалды. КВНщикте болдым, асабада болдым және мұнайшыда болдым. Бірақ мен мұнайшы болу дейтінді мектеп кезімен студенттік кезде қатты армандадым да. Содан кейін әкем пенсияға шықты. О, міне мені алады деген ой болды. Басшылық тарапынан, ой, сәке сен бір балаң ба, смело аламыз деп. Үйде кәдімгідей әкемнің осы пенсияға шыққан кезде енді жаңағыдай бір мол той садақа жасайды ғой. Қоштасып, былай айтқанда жұмыстастарына. Сонымен не керек? Манағы бастықта жоқ, жұмыста жоқ. Қалып қойдық қой, жайлап құлақ қалқиып. Сөйтіп жүрген кезде үміт үздік. КВН-ге кетіп қалдық, КВНщик болып КВН ойнап жүрдік. Сол КВН-дегі алған тәрбие және ортада көрген қолдан келетін нәрсе, сценарий жазу, белгілі бір дәрежеде өзіміз әзілдей алатынымызды білдік те, Инстаграм арқылы табыс таба бастадық, кафе аштық, донер аштық, оны саттық, Арменияға кеттік деген сияқты. Иә, мәс саттым, труси саттым, бас киім саттым, 900 мың теңге ақша таптым. Иә, бәрі күлді, реально труси сатып жүрсің ба, не нәски сатып жүрсің ба? Иә, саттым, бірақ ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын. 900 мың теңге ақша жасадым, 1 миллион теңге андай біреудің подкастына барып немесе біреуге кітап сатып алып миллионды қалай табу керек дейтін нәрсені оқымай-ақ та бірді екі қылып істеп алдық. Енді айтайын дегенім, мұнайшы болуда себеп, мен мұнайға кірердің алдында негізі Дубайға көлік тасуға кетеміз деген план болған. Арменияда отырып ақылдастық, бірақ біздің планымыз Алланың деген оғады. Сонымен үйде ұйықтап жатырмын, январдың іші, айтып қателеспесем, январдың бас жағы ма сондай. Әкем келді, сүйінші, балам сен мұнайға жұмысқа алатын болды, өзім мұнайға шақырып жатыр. Қарасам, өмір соқпаған отдел кадр 9 рет соғып тастаған, тағы бір номерлер соғып тастаған. Сөйтсем Өзен инвестпен НГДУ бірдің отдел кадры соғып тастаған екен маған. Кім? Отдел кадры. Кадр бөлімі, яғни жұмысқа адамдарды алатын бөлім. Түсінікті ма? Сөйтіп, не керек? Қатты қуанып келді, бірақ мен шынымды айтайын, жұмысқа кіресің бір нәрсе деген кезде, енді жаңа планым бар ғой, Дубайға кетемін, мен кім
Дубай қайықта план не болды, план жылан болып кетті. Бармағыңды Иә, ол кезде Дубайға кетудегі себеп мынандай болды. Егер машина сатып мүмкіндік болмай қалса, Армения уже машина қарқыны бәсеңсіп қалған кезде Дубайда официант болса да жұмыс жасап көрейік, чтобы 50-60 жасқа келген кезде ел көрмедім, жер көрмедім, тіл білмедім, мен шықпадым, әке шешемізді кінәламас үшін шетелге шығып кішкене жұмыс жасайық деген нәрсе болды. Ал шетелге шығып жұмыс жасауға бірден бір себепкер болған сол Арменияда көлік тасып жан жаққа машина жібергеніміз болатын. Шетелде нормальный ақша табуға болатынына көзіміз жетті. Мен Арменияға барып 28 күннің ішінде 1.350.000 ақша тапқанмын да. Одан кейін маған мұнай кайф берген жоқ. Бірақ амал жоқ. Мені алам деп тұр, кіріңіз деп тұр. Бір тиын ақша бермей кірдік. Әкеміздің пенсионер болғандықтан очередьпен біздегі алгоритм бойынша басқа қала көріп жатса түсінбеуі мүмкін. Егер бізде әкеңіз мұнайшы болса, соның орнына баласын алады белгілі бір уақыттан кейін. Сөйтіп кірген тұғымын. Бірақ көп адам ойлайды, дайректке де жазды, былай да сұрайды. Братан, қанша бердің? Что-там қалай кіреміз? Мұнайға 5 миллион, 6 миллион не ма? Аутсорсингке мынандай деп жатыр ғой. Анаған андай. Мен айтамын, мен білмеймін, егер білетін болсам, 5 жыл бұрынғы уақытымда босқа өткізбей, беретін ақшасын беріп кіріп кететін едім ғой деймін да. Аштық не істетпейді бәке, солай емес пе? Иә. Бүкіл подкастты қайға қыл жерде. Сөйтіп Арменияда жүрдік. Бір нәрсе екінші нәрсеге себеп дейді. Бізде Балпыс хабарласа бастады. Маған осындай ұсыныс түсіп жатыр. Билетімді алып қойған, Арменияға келсем қалай болады? О, киелі әңгіме жоқ. Дәл осы Нұрлоймен берік құсатып жұмыс жасасаң, осылай ақша берейік, бірге жұмыс жасайық деп сонымен Балпыстың келуіне себепкер болдық. Айым Бақытжан дейтін жігіт бар, Бақытжан Амиров. Ол жігіттің де келуіне себепкер болдық. Сосын Ақтөбелден келді ол да. Иә, ар жағы Қожелінікі, мен де Қожелінікімін ғой. Өшін Қожелін жігіттер жарты тұрау деймін бірыңғай. Содан не керек? Фемида тобындағы Есет Мұрзағариев дейтін жігіт бар. Сол жігітте хабарласты, маған осындай белгілі бір перекуп хабарласып отыр. Келсем қалай болады? Кел, бисмилля, күшті болады. Нормальный ақша табасың. Былай айтқанда, шетелге шығып, адалынан ақша табуға болады. Сөйтім былай ғой, потенциал бар, не үшін мұнайшы болып кеттің дегенде ешқандай ешкімге жағынбай, подарок бермей, не істемей, кәдімгі мекеменің өзінің заңына сәйкес әкеңнің орнына жұмысқа кірдім десеш. Иә, дәл солай кірдім. Бірақ андай қылып ойландым, мына нәрсе жайдан жай болмайды ғой, бұл адам дүниеде кез келген нәрсе кездейсоқтық емес, бір Алла тарапынан келіп тұрған мүмкіндік шығар. Осы жерде жасайын, мүмкін менде бір қажетім жарайтын шығар, бір өндіріске бұл жерде бір нәрсені өзгерте алатын шығар, мүмкін бір темір ойлап тапсам да болашақ жастардікі дейді, білмеймін, енді солаймен қартайып кетпесек. Жалпы жақсы ойдамыз, ары қарай жұмысымызды да жасап жүріп, жұмыстың арасында контентімізді жасап, одан бөлек кәсібімізді де жасаймыз деген ниет бар. Монопод ойлап тапсақ. Сондай үшін солай. Әдемі. Студиямызға қош келдіңіз. Енді Балпыстың ең бірінші шетелге келуіне себепкер болған кісілер біздер деп ойлаймын. Бұл кісінің медиа саласына келуге ең бірінші себепкер болған. Бұл да мен былай айтқанда екеуінің қанатасы болып отырмын ғой бүгін. Бұл кісі КВН-ге ең бірінші келген кезде мен ұстазы болдым, бұл менің шәкіртім болды. Жалын кинотеатрының ішінде ағай жайдарма ойнайыншы дейтін түрі әлі есімде. Кіресе 5-ші класс па сондай. Ерке есімі қанарайым туралы айтып қалсам. Ағай дейді, інімінім деп қоямын. Жалпы жігіттер, контент медиа деп отырмыз ғой. Жалпы біздің қазіргі кездегі контенттің, медианың қандай мәселесін айтайықшы енді. Қандай мәселесі бар? Мысалы, жалпы Қазақстан бойынша медиада хайп деген мәселе бар да, мысалға үлкен енді жаңағы қазір айтады ғой, пиардың ағы қарасы болмайды, пиардың барлығы пиар деп, былай айтқанда кетіп қалды да былай. Енді осы жерде маңғыстаулықтар туралы не айтасыңдар? Мен десем. Түсінгеніңді айтып берші балам. Так, контенттің бағыты болғанда, жаңа өзің айтқандай, Маңғыстаудың мына әлеуметтік желіні жақсы қолданушылар бар, белсенділер, былай айтқан социальный сет, Инстаграм, олардың бір жақсы қасиеті, белгілі бір заңы жоқ, бірақ бағынады сол заңға. Рамка бар, жалпақ тілмен айтқанда. Артық кетпейді ешкім. Бар бір-екі адам артық кететін.
олар кетті уже Алматыға ар жаққа. Ал мына біздің өзіміздің өңірде біздер артық ешқандай ештеңе жасай алмаймыз. Ол менталитет солай. Мен жасай аламын, мысалы артық әңгіме айтып или бір жалаңаш бірдеңені түсіріп или бір анайы сондай белден төмен чересчур төмен нәрселерді түсіріп салып жіберу қолымда, бірақ салсам по-любому жазып тұрады или звондап тұрады да. Мысалы Жақау звондап кетіп қалу керек. деген сияқты. Үлкен қалаға кетіп қалу керек болады енді. Үлкен қалаға кеткенде де бәке ол санаға байланысты ғой. Кетіп дұрыс тапқан MacBook алып, камера алып, дұрыс нәрсе түсіріп, YouTube түсіріп жұмыс жасап кетуге болады. YouTube, Алматы, мегаполис, Шымкент, үлкен қалаларға барып, үлкен проект Астана мысалға сөйтіп жұмыс жасап кетуге де болады да. Табылады, любой нәрсені түсіріп табылады, бірдеңе тауып түсіруге болады. А бізде Маңғыстаудың медиасында өкінішке орай болып тұр. Дамымаған. Енден шығып жатыр. Себеп неде деп Шығып жатқан жігіттерге андай не болмай ақ қояйын, сағын сындырмай ақ қояйық, енді бар дамып жұмыс жасап жатқан қолдаулар аз деген сияқты ғой. Себеп білмеймін, общий не шығар қандай. Мен ойлаймын да, сіз егер сөзіңізді бірден бір себеп бізде Маңғыстауда басқа қалаға қарағанда жұмыс саласы, жұмысқа кіру, жалпы айтқанда бір отбасыда кішкене тұрақты жалақы, кішкене жағдай бар деп ойлаймын да. Мысалы Шымкент, Тараздық жайдарманшы достарымызды қарайтын болсақ, олардың отбасында мысалы 6 бала болатын болса, соның 6-ы саудада тіршілікте жүр да. Біреуі, екеуі КВН-де жүр, немесе той саласында жүрді. Бізде әйтеуір Аллаға шүкір біреуінің үйінде әйтеуір кемі мұнайшы бар, немесе бір бақтабек бар, немесе бір белгілі бір кәсіпкер бар деген сияқты. Соған қарай деп ойлаймын. Сосын екінші жаңағы тәрбие деп ойлаймын. Бізде енді кішкене характер қаттылау ғой. Ағаларымыздың тәрбиесін көрдік, двордағы, жаңағы жертөледегі деген сияқты. Біз соңғы поколениеміз деп ойлаймын. Соны сұрайын деп едім, мен көшенің тәрбиесін көрдіңдер ғой, иә? Мен жеке өзім деп қоймын. Қайда орда өстіңдер? Мен 4-ші микрорайонда өстім енді. 7-ші мектепте оқыдық. Сол кезде мен 5-21-де өстім. Революция болдық біздер. Соң кландар болды біздің үлкендер. Мен кішкентен өзен тұрдым ғой. Жақында осы тақырып қозғалды. Осы менің қатарластарым 86-87-лер. Сонда бір осы тақырып айтылды. Бұның плюсы минусы қаншалықты депті. Мен плюсын айтып берейін ба? Плюс жағын алып. Оның плюсын біз көре білдік. Себебі кейінгі болып жатқан толқындарға қарап, кейде шынымен де сол нәрсенің жетіспей жатқанын кейде көріп қалатын. Жоқ, бізде ең басты плюс үлкенді сыйлау дейтін понятие жестко болды ғой. Аға келе жатыр ма? Біздер 93-94-тер болдық. 91-лер жаңағындай ағалары болды деген сияқты. Тәртіп болды белгілі бір дәрежеде. Жігіттікке тәрбиеледі. Төбелеспе, қашпауға деген сияқты да. Әрбір сөзіңе, әрбір іс-әрекетіңе жауап беру. Былай айтқанда по понятиям, по ситуациям дейді ғой. Артық нәрсе кетпейсің, біреу қиналып жатыр ма? Ар жақта ағалар черный двор дейді ғой. Дәл сол двордыңдағы тема бізде болды реально. Лампочка ұрлап кетесің, кілем ұрлап кетесің, подвалға барасың, жаңағыдай подвалға жертөлеге барып, халаван дейміз. Сол жерде жиналамыз, үлкендер жаңағыдай понятижевать етеді, қорғат, бүйтеді, сөйтеді. Бірақ білмеймін, ондай қатты қор болған жоқпыз. Бірақ дәл сол кругтан жалығып кеткен кезім болды да. Ана не болды? Әлеуметтік желіде болды. Жоқ, енді сұрақ қойды ғой бәке, сол кезде қалай болды деп. Дәл сондай кругтан шаршап, мен өзім күреске қатыстым, бір жағынан КВН ойнағым келді дедім жаңа мектепте. КВН-ге қарай, өнерге қарай қатты тартты. Сосын бір дос баламның айтатын әңгімесі болды. Біз зонаға неге сгреп жинаймыз. Бірақ анамыз ауырған кезде 50 теңгенің аналогиін алып бермейміз ғой, нұрлыбай дейді. Сосын біраз нәрсе сабақ болып қалды, ана сөз зіл болды кәдімгідей. Маған бұл нәрсе қызық емес, жігіттер, мен өзім кетейін, самсовой, яблатной деп жайлап өзіміз кете бардық. Сонымен жайдарман ойнап кеттік, дос балдар күле бастады. Бірақ қазір Аллаға шүкір жемісін көріп отырық, сол дос балдар хабарласады, реклама жасатады деген сияқты. Енді мана тақырыпқа оралатын болсақ, әлеуметтік желінің бағыт ахуалы дедің ғой да. Біздегі Маңғыстаулық менталитеттің ахуалы жаңағындай. Может быть, сол біздің жалпы осы медиа саласында, осы әлеуметтік желіде маңғыстаулықтардың мысалға плюсы мынау, минусы мынау деп айтатын бар ма? Плюсы артық ештеңе кетіп
бүткіл облысқа менталитетке енді жеке өзім бөлініп отқан жоқпын, бірақ адайлар деп айтылады ғой енді былай айтқанда. Сондайға кір келтіріп отқан жоқ, жаман атын шығарып отқан жоқпыз медиа жағынан егер алатын болсақ. Ал минусы неміз арттамыз, әлсізбіз. Кішкене жаңағыдай бірдеңе түсіру, мысалы подкаст дегеннің өзін неше жыл бұрын басталды Алматыда, например, мысалға. Бізге енді келіп біздің өзімізге осы мында айтпақшы Сәке бар, осында біздің ақсақалымыз ғой енді, Самат Бабыл. Сәке, қолыңызды бұлғап қоясыз ба? Бүгін оператордың көмекшісі. Осы Мақсат деген құрдасым бар, ағаларың сол өнердегі жайдарманшы осы. Айтып бастағанына қанша болды Сәке? Ой, бұрмай білмеймін, бір талай болды, ұмытып қалдым қанша жыл болған. кез келген салада солай екен бәке жалпы. Кішкене географически де төмен неде жатырық қой, қашықтау. Былай кейде біздің ана сөзіміз бен ісіміздің алшақтығы жаңағы бір жазушының да айтқаны бар еді жаңағы, жоқ, ғалым кісінің. Жаңағы бәлек, егер ол өлшенетін болса, қазақтың несі ұзындығы ең ұзын болатын шығар деген сияқты бір енді сын ғой енді жалпы. Медианың әлсіз болуы жаңағындай менің кемшілігіміз сол, әлсіз біз қай саладан да соңынан жүреміз, соңынан бастаймыз, қоя саламыз, сондай ғой. Басқа қала балдарды қара, бірдеңе тауып түсіріп, блог түсіріп, қалалар туралы соғалаң тарихын мысалы, бізде Маңғыстауда полный Маңғыстаудың ішін аралап, мынау Бейнеу мынандай жыл құрылған, Қарамағында мынандай ауыл бар, осындай әкім басқарды, мынандай бұл ауылдан мынандай тұлға шыққан, ғалым шыққан, мынандай дәрігер шыққан деп бір блог түсірсе, оны мектеп оқушысы болсын, үлкен кісі болсын, қарайды оны. И қолдау сұраса қолдатқызамыз. Мысалы, маған айтып, братан, мен осы Маңғыстаудың айналдырған 5 ауданын солар туралы мен блог түсіріп жатырмын. Мынау операторым, мынау светім, мынау записім, міне жүрім мен сөйтіп деп, жаңа бір рунерді мініп алып қолға аралап жүретін болса, мен қолдаймын. Қолдағанда бірінші очередь жаңағындай репост жасап қолдаймын. Түсінікті болсын. Сосын әлім келетіндерге қолдатқызамын да. Жоқ, енді медиа әлсіз жалпы. Жоқ, мен айтып түсірілу керек. Манадан бері. Бір минут Нұрғали. Не обязательно медиа саласын дамыту үшін не обязательно юмор, не обязательно күлдіру. Аталап комментарий жинау ондай емес та. Мысалға, Маңғыстаудың ойында туылып өссек те, жаңағыдай біз білмейтін жерлер бар шығар, мысалы. Сондайлар түсірсін, көп қой, мал туралы түсірсін, мана айтқан төрттілік туралы түсірсін. Түсіретін адамға не нәрсе көп. Жеке өзімде уақыт жоқ, сондықтан түсіре алмай жүрмін да. Өзің неге түсірмейсің деп комментарий болса да, егер де. Көке қолдан келген жасай берсе, екі сиыр алып деп тұрсыз ғой да? Жоқ, жасау керек. Жаңа айтып жіберейінші, минусы қандай деп сұрадыңыз ғой сіз да? Минусы ерсілік қой бізде, мысалы блогерлердің именно өсекті сатады дейтін теманы бірінші болып Маңғыстауда ойлап табылған сияқты, менің ойымша. Прямой эфир ашып, бөлек аккаунтта, ол прямой эфир, ана аккаунтқа қабылдау 1000 теңгеден деп та, мысалы да, 5000 подписчик. Сондай тема бар, мысалы да. Екі блогер, білесіздер ғой енді, примерно ол адамдардың просто атын атап түсінемей ақ қой, примерно да. Жаңағы бірінші былай басталады, типа, мынаны сториста жамандайды, мынаны жамандайды, бір-біріне подлянка, и сосын жайлап атын ашып бастайды, негізі қалай болды, ол негізі битті, мен мынау бүйтіп лақтырды, қорқытты, жаңағы қараңғы домға апарды дейтін темалар бар ғой. Сондай қатты кетті, анау именно Маңғыстаудағы қыз балалар білетін шығар көбінесе, бәрі сатып алды соны да. 1000 теңгеден 500 теңгеден, короче, аудио кітапша деп, по идее, өсек қой. Иә, бір кездер сондай болды. Өсекті сатты да кәдімгі. И бір чистый ол зат қатты тарап кетті. Менде нормальный өсек бар, 7000-ға. Сонда былай қарап отырсаң, тупизм ғой, өсекті сатып алу дейтін да. Екінші нәрсе, келін блогерлер да, базар жоқ, андай тым жақсы келіндер бар, чопка. Апасын. Оқыпты да. Орамалмен таба қалған кезде көзің құйылайын бітеді ғой. Ондай жаман емес. Жоқ жүретін келіндер бар. Сторисында, как положено, ата енесін көрсетпейтін, жеке жаңағындай пространствоға өтпейтін, күйеуінде де мазасын алып, жаңағындай бір рамкадан шығып кетті. Кәдімгі четко. И айтатын ақылдары да кәдімгі дерзкі да. Даже кім мен білетін, мысалы, Сабанбай танисыздар ма? Сабанбай дейтін хиджаптағы апамыз бар. Четко
келіншегім қарайды специально андай бір аккаунттар ашып ер адамдарға кіруге болмайды деп әйел адамдарды діни болсын жалпы былай жаңағы медиа саласынан кәдімгі сауатын ашады да и сатады кейбір нелерін жаңағы сабақтар четко бірақ халтурить ететін келіншектер бар ғой кәдімгі ажырасқаннан контент жасайтын кәдімгі бүйтіп мен ойлаймын да кәдімгі бүйтіп күйеуімен кет бар бірдеңе дегенді комнаттың бір шетіне қойып қойып тұрып қойып соны айқайлап сатады да мысалы сен или жүрегі ауырып отырып мысалы жылап отырып бүйтіп я осындай болды деп сен қалай әңгіме айтасың да мысалы да е-мое ана жерде қарайған тағдырлар ананы адамдар сен и сосын кішкенеден кейін барып ажырасу туралы бір несін сатады да жаңағы бір кішігірім аудио кітапшасын или тағы бір курсын деген сияқты да содан ақша жасап отыр ғой енді әңгіме ақшада емес әңгіме просто соны пір тұтады да жастарды мынандай екен несін статистикасын көтереді келіндерді ш иә келіндердің келгеніне да е-мое енесін ата енесін көрсетеді бірдеңе сен бүгіннен бастап бәріне отписать етші түгеліне. и так подписан емеспін брат Онда қайдан білесіз жаңағы бәрін? жоқ енді бұл в общем жаңа айтып отыр ғой шынымен де жаңа бүйтіп қойып қояды сосын қалай ажырасқанын айтады дейді ғой мен енді сол нәрсеге түсінбеймін не үшін ажырасқанын айту керек ол бір как будто соны айтса онымен қайтадан қосылатын сияқты немесе содан бір действительно сабақ алады дейтін болса да мен қарадым комментарийда сондай типа андай ғой да божи уарарахори дейтін өлеңді қосып қояды да келіншегімен не үшін ажырастың десе дейді да астына кетеді ғой 4-5 фотоларын қойып қойып Ол бар ғой түнде келіп ұрады деп айтты де бірдеме деп айтты де дейді ғой комментарий кіріп қарасаң әйел адамдар полный ер адамдардың үстіне қосқанда еркектер осындайсыңдар бәрің сондайсыңдар мынандайсыңдар соның келгенмесін иә енді допустим айтайын өмірге деген көзқарасы дұрыс біздің үлкен жеңгелеріміз бар одан кейінгі біздің жас енді 2000 бірдеме деп айтайыншы 2005-2006-лар сондай келін қарап отырса мүмкін ол күйеуінен де тоже сондай деп қабылдау мүмкін да қиын да ол нәрсе ал ой өрісін конкретно қойып не үшін үйленгенін не үшін күйеуге шыққанын білетін адамдар ондай комментарийге қатты алдана қоймайды және олардың жүрегіне әсер етпейді да ал ендігі келе жатқан буынға анау қатты әсер етеді да барлықтарың күйеулеріңіз сондай андай мындай сендер қарап алыңдар не только бұл күйеуді айтпай ақ қояйын бір жақты қарағанда мәселені да ол жайдан жай ұрмаған шығар мысалы да жайдан жай ашуланбаған шығар деген сияқты ғой былай айтқанда ана комментарий енді ойбай ажырасқандарыңды айтпай ақ қойыңдаршы өтініш бұл өзара қалсын үшін былай ғой бұл тағдырға жазғаны ғой бірақ аржағында сана ғой мысалға да андай да адамдар бар ғой пешенесіне солай жазылды бірдеңелер себеп болып қалды да өкінішке орай екіге бөлініп кетті бірақ ол не обязательно оны салу оны жамандау бұрын ата бабаларымыз демей ақ қояйыншы осы біздің әке шешелеріміз апаларымыз үйге қайтып келіп жаңағыдай ренжіп қалып сөйтетін болса айналайын бар бас дейтін еді ғой бір бас өзің таптың өз отыңа өзің күй өзің бақытты бол дейді да кеткен қыз шиден тысқары деген мақал иә ол сол үшін қатты ұят нәрсе еді да қазір білмеймін лайк үшін ана рэкке шығу үшін сондай нәрсеге дейін айтылып жатыр да ол енді өте андай ғой неден мотивация алып тұр ғой тұрмыстан жаңағындай өкінішке орай қайтып келеді да анау келгеннен кейін мен жұмыс жасайды машина алады сондайларды күшті дұрыс деп ойлап сондай не болып кетті да и олар да сөйлейді да сосын жоқ қой дейтін адам андай нәрселер де бар мысалы действительно бүкіл өмірді жеңіп тастаған адам құсап әңгіме айтады деген сияқты ғой енді жоқ өмірде да кешірім сұрайын егер действительно күйеуі мысалы кішкене понятиесі дұрыс емес қатыгездеу мысалы да қатты кететін адамдар да бар ғой енді соған байланысты ажырасуға мәжбүр болғанда бірақ оны да салып қажет емес сияқты да ана адамды әшкерелеп бұл да қанша жерден сіз үшін жаман адам болса да бұрынғы күйеуіңді оның да екінші отбасы бар екінші қайын жұрты бар мысалы да болашақта да балта шауып тастап керек емес нәрсе сияқты салып та жеке өмір болып қалу керек та иә жеке өмір тұрмау керек қой жаңа балпыс жақсы айттың да осы жалпы мен постоянно жақсы тәрбие неге қатысты келгенде енді бір екі адам арасында бар дедің ғой жалпы маңғыстаулықтардың солар кімдер иә жоқ оны атын атамай ақ қояйық бірақ айтайын деп отқаным жалпы мысалға шекарасы неде мысалға соның шекарасы бар ма
мысалы әрқайсымыз үшеуміз төртеуміз төрт түрлі шекара айтуымыз мүмкін ба, немесе бір ортақ шекара бар ма? Мысалы міне мынадан артық әңгіме қозғамау керек, мынадан артық контент түсіру ол әбестік болады деген Мысалға бар сияқты. ғой. Немесе екінші сұрақ осыдан шығатын каталогы не мысалға қазіргі осы маңғыстаулықтарда бір мынау бір иесі жасап жіберді осы деген. Мысалға бар ғой. кіріп келе ма каскамен Демеуші ғой. мынау уже басыңа бірдеме тимесін дейтін қорқыныш па? Неден айтайын деп жатырмын. Так, сұрақ қалай еді? Каталогы не дейді? Шекара ғой. Мына шекараның мысалға қазір осы жерде төртеуміз отырмыз ғой. Иә. Төртеуміз төрт түрлі шекара айтуымыз мүмкін ба, немесе жобамен шекараларымыз бір ма? Мысалға менің Мысал келтіре аласыз ба? Мына шекарадан аттамауға керек деген сияқты. сіздің қойған сұрағыңызға негізі көп әңгіме ғой, мен тек бір қысқа нұсқа бүйтіп айтып берейінші. Мысалға қазір мен насихаттайын деп жатырмын, былай айтқанда бір жаман нәрсені, тәрбиесі жаман нәрсені, бірақ ол дұрыс емес менің айтуым. Мысалға жаңағыдай бізде ЛГБТ дейтін өте қатты көбейіп бара жатыр Қазақстан бойынша, Алматыда. Даже Европаның өзінде көз үйреніп кетті ғой, ар жақтарда мысалға Алматыларда бар. Бүйтіп андайда мен оны неден естеймін? Мужикпен естеймін да, 2-3 баласы бар, андай Никонет бірдеңе Амилай дегендер мысалға да. Енді шығып тұрады неден? Рекомендациядан. Но бірақ мен кіріп қарамаймын, қызықпаймын. Не істеймін? Еркек қол мысалға, маған қызық емес. И братандардан не істеймін? Сосын бір жерім ашитыны кішкентай поколение інілерден естеймін да. Ағайын тума ініден, өзімнің дұрыс әңгімемді барынша дұрыс әңгімемді айтып жүрген інім, соларды просто обсуждать етіп тұрады. Ал енді жаңағы шектеу дегенде мен соларды өзімнің парақшама салмаймын. Оны биту керек деп те салмаймын. Оны салсам, маған бедеп жазатындар бар. Ассалаумағалейкум, кім ол братан, жат аккаунтын беш дейді. Мен керісінше қозғап қырып жатырмын оны да. Мал құлағы саңырау дейді ғой. Мал құлағы саңырау. Мен салмаймын. Жаңа 3-4 адам бар санаулы, жынысын ауыстырып тастағандар, өкінішке орай бар бізде. Вот сол не жасап жатса да, қандай тренд болып бәрі пабликтер салып сөйтіп жатса да, мен вообще салмаймын, айтпаймын. Как көрмеген болса өтіп кете беремін да. Ресми түрде Қазақстанда 21 жылдан бастап жынысты ауыстыруға болатынын білдіңдер ме? Иә. 21 жылы ресми заң шыққан. Яғни былай айтқанда условно мысалға Нұрлыгүл болып ауыстыра алады да. Ауыстырып жатсам ойлашы. Сәлем Құжатымен да. сәлем бердік деп. Құдай сақтасын. Енді былай ғой, ол жаңағы жақсы не айтып отырсың, ана окно авертоны деген бар. Ол жаңағы айтып отқан братандардан естеймін деп отырсың ғой. Олар видео айтамын, бір өзім білейін ба? әзіл сияқты, прикол сияқты қылып бір-біріне айту мүмкін, бірақ оның өзінің эффектісі бар да. Біраздан кейін ол нәрсе ана құлаққа үйреншікті болып кеткен сонша, ана келесі баспалдаққа қарай өтеді да. Оны менен бір бөлмеде болу западло емес, былай біздің көшенің тілімен айтқанда западло деген түсінік бар ғой мысалға. Онымен мысалға бір жерде кездесіп қалу западло емеске дейін барады да ол. Соған жол ашады. Мана әзіл дедің ғой, әзіл емес кәдімгідей. Кәдімгі бір мұнайдың бір несі тақырыбы ұқсатып айтып отқан екі мужикті жағамды ұстадым ғой. Сіздер бармайтын жерге барамын, сыраханаға барамын, былай айта берейінші. Отырып бүйтіп та, прикинь, артта екі мужик, анау видеосын көрсетіп, анаған откровенно ашық түрде насихаттап отыр. Анау қайсы деп подписать етіп отыр да Амилайға да, прикинь. Айтты мен, братан дедім, сондай жер ғой, ол ілімсіп қалатын сондай жер ғой, жарасады ғой ондай жерде. Сыртқа темекі шегішіне түсінбей қалып, біреу танып тұр, шырамытып, сен братчик танимын, анау дала шықты. Айттым, братан дедім, жаңа қате, нен қате дедім, отыр екі дедім. Бала шағаң бар, түрің айтып тұр ғой, 3-4 балаң бар адам екен да. Сен ананы қызыққаның, ананы тақырып қозғаған бәрі өріскел қателік дедім да. И жаңағы айтты, кімнің өзін мен аэропорттан Тбилисиден алдымнан шығады ғой, прикинь. Андай ғой, амандасайын деп отырмын, мынау кім танысты бір түрі да, прикинь, капюшонмен шығып қалады. Өткізіп жіберемін, сосын жаңағы келе жатқан адамды күтіп тұрсам, артта уже қазақтар ғой, еркектер ғой, Амилай, сондай да, мысалы. Сол да ошибка, өсектеу, соны айту, насихаттау. Сол аэропортта жүр, ананы суретке түсіріп, видеоға түсіріп, балдарына жіберіп жатыр. Грузияға Амилай келіп бірдеңе деп. Мысалға. Ал мен Грузияда жүргенде сол Амилай неде жүріп не салған, история салған, например. Мен хабарласқан жоқпын мысалы. Маған жіберіп жатыр да, бәке, жіберіп жатқан балаға специально кіріп қарасаң, жаңағындай үлкен мужиковать етіп кеткен
в общем иісі дұрыс кәдімгі семьясы бар, әйелі бар, сондай адам маған жіберіп жатыр. Мақсаты қандай жіберіп жатқан, например. Мен сонда оның ойынша мен баруым керекпін да. Кімге Нұрлыбайға сәлем жолдаш, бетші өзен бірдеңе айтуым керекпін да. Сонда қалай мен түсінбеймін да. Жас балдар жібереді. Братан, Грузия барды. Че деймін да. Мен Амилайды деп барған, одан да бір XL камерамыз деген жақсы. Сол жұмысым жасаған нәрсе. Сол не? Спичка. Дұрыс еместігіміз сол біздің. Әлеуметтік желіде көрініп тұрған дұрыс емес затты ашық түрде насихаттау, прикол ұстау, сондай. бізде мынандай нәрсе бар Сол да. мынау сондай десем. Айтып отыр ғой, негізі жақсы нәрсе салсаң, мен бір уағыз салайыншы, мысалы ара тұра салып тұрамын, өтіп кетеді. Соның тек 10 адам шығар бір, мынау керемет деп айтатын да. Мысалы көмек Жаңаөзен дейтін топ бар. Жаңаөзенде 0-ден бастап үй салып береді, жақсылықпен айналысады. 30 баспана. Қазір таңда 30 баспана сыйлады. Соның видеоларын салсаң, репост жасамайды. Белгілі бір дәрежеде айналадағы адамдар жасайды, сосын қояды. Ал бірақ біреудің артына ашқан, немесе жаңағыдай Нұрғали айтып отыр ғой, өсек сатады дейді. Сондай нәрсе салсаң, қатты тарайды да, өте қатты тарайды. Сосын біздер жамандаймыз басында да, бір нәрсені жамандаймыз, антиван шықты, жамандадық. Бірақ қазір Қазақстанда осында отыр. Төрелікте да. Үлкен эстрадада, ұлттық арнада ақыл айтып, біздің балаларымыз құшақтап, мәз болып, соның тобына барды да. Біз қазақ десе өзімізге тиеді ғой, көңіліміз өте кең да. Атауы кеңбіз, қонақ жайлығымыз сондай. Барлық сөйтіп тұр ғой, біздің елге де, көңілге де да. Жаманы бар, жақсысы бар, кешіре салайықшы, төбе қазағымыз ғой. Жаңа айтып отыр ғой, бәленше транс бірдеме дейді ғой. Тимешейші, ол да бәленшең бірдемесі, ол да қателесіп жүрген бірдеме ғой. Еще заң бар, ұру болмайды. Заң бар, ұру болмайды, ұрсаң сотталып кетесің деген сияқты ғой. Бұл айтқанда, олар уже біздегі ағайындар білді. Басында бір қателесем, хайпауайт етем, жаман қуам, ішем, шегем, лағам, шашымды ояп тастайым, бүйтем, сөйтем, татуаж салдыртам. Содан кейін барып, намаз оқып кетіп, күшті дұрыс әңгіме айтамын, мені халық күшті қабылдап алады. Аудитория жинау. Действительно дәл солай болып жатыр да. Қалың ел қазағым, қайран жұртым деген абай өлеңдесі. Ал бірақ Жақсы мен жаманды айырмадың, бірі қан бірі май болып енді көрдің деп жаңа өзің айтқанда, жақсыны жаманды бәрін қосып енді жұтып жатырмыз. осы жерде тек жақсылықпен басталды, басы жақсылықпен басталды, аяқ жағына дейін жақсылықпен жүретін адамдар бар да, Алланың қолымен жүрсін солай. Бірақ ол адамдар ондай дәрежеде көтерілмейді, ондай дәрежеде танылмайды да. Бір ұстазымыз айтып еді, бір үлкен андай Риксоста жиналыс болды, бір жаңа қазына дейтін қосымшаның несі болды, презентациясы болды, сол кезде айтады да, мындай бейшарамыз дейді да, бір блогердің қасында 2 мобилограф келе жатыр дейді да. Ал біздің ұстазды қарашы, кеме ғой дейді да. Қандай білім, кітап, барлық нәрсені түсіндіреді, бірақ оны ешкім жарнамаламайды, оны ешкім түсірмейді дейді. Ал бірақ мобилограф 2 видеограф бар, біреуі соны монтаждайды, біреуі түсіреді, сразу соның ақпаратын шығарып отырады да. Бұл айтқанда, біз кімнен сабақ алып, кімнен үлгі алатынымызды ұмытып бара жатырмыз да. Енді бұл айтқанда ақылын сатып тұр ғой. Мана өсек сатып жатса, қазір ақылын сатып тұр. Ешкімге ренжи алмайсың. Алдында бір мен TikTokта видео көріп қалдым. Номер қарайды, кәдімгі Еговтан номер қарайды, типа 007 та дейтін номерді қарап беру 500 теңге дейді. Бұл айтқанда айтады ғой, бірдеме молда дейді ғой, арамза елге бір нәрсе молда дейді ғой, жаңағыдай. Сондай бір керемет сөз бар, мен ұмытып қалып отырмын, енді мақалды да. Қарағанда не істейді сонда? Номерін қарап береді, Бос. соған сен 500 теңге жібересің. Сол номер бос па, бос па? Телефон номер ма? Жоқ, машинаның номері да. Оны сен Еговтан өзің де қарай аласың. Мана біреуін көрдім. Тумалас кезет дейтін сайттан руыңды қарай аласың. Соны қарап берем, тиын деп отыр да. Адамдар былай айтқанда, білмеймін, бір күні мына ауанды сатып алатын сияқты бар ғой. Татуы былай кете беретін болса. Жоқ, нормально зат сатып отқандар да бар ғой, братан, андай именно білім сататындардан бар ғой. Жоқ, білім сату басқа әңгіме. Бұл жерде барлық нәрсені сатып тұр ғой. Сол сияқты жаңағы енді транс болып кетті деп жатыр, арын сатып тұр ғой. Сосын мен әдемі нәрсе айтайыншы, осы жерде шынайы өмірде болды. Менің досым болды, ол жігіт даже өзінің историясына да салды TikTokқа. Мен букмекерге қалай кіріп кеттім және қалай шықтым дегенді да, Амиров Бақытжан дейтін TikToктан қарасаңыздар да болады. Сол кезде андай болды, Instagram қатты гүрілдеді.
андай тағы да папа дейтін хит болды, өте қатты кетті. Сосын вулкан бір нәрсе дейтін нәрселер жарнамалайтын еді, жаңағыдай ставка тігетін. Мен айтамын, досым, қойсайшы, тасташы. В общем, арың сатсаң да, ар сатып не қыл дейтін еді, қалай еді, жаңағы айтады ғой, ақша үшін арыңды сатпашы деймін да. Сен одан да жаңағыдай потенциалың көріпсің ғой, сен одан да жоғары басқа нәрсемен айналысшы деймін да. Сосын бір жұмыстасымның қарындасы сол Бақытжан арқылы ақша салып жүрген екен, жаңағы 2 еселенеді дегенге, типа ставка сияқты нәрсе. Сонымен қадалған, сосын жұмыстасым соқты, сөйтіп Бақытжан анаған хабарласты, ақшасын алып берді. И бәленбай жылдан кейін Бақытжанның өзі сол лудомания деп оның диагнозын қойып отыр, сондай нәрсеге кіріп кетті. Қатты қарызданды, 10 миллионның үстінде, бұл айтқанда. Әкеші содан шығарып берді. Мен айтайын да, любой жақсылық та жамандық та өзіңе қайтып келеді. Аллах бізге әділ болмай ақ қойсын да, әділ болса қатты қиын болып қалады жігіттерді. Сөздің шыны басымызға жараса, иә, күнәміз көп қой, Алланың мейірімі бізге төгіліп тұра берсін әрдайым да. Бірақ айтайын дегенім, қазір осы медиа саласында, Инстаграм, ТикТокта сондай 1x дейді, жаңа бірдеме дейді, әртүрлі нәрсе бар ғой, соны жарнамалап жүрген адамдарға айтарым, ол өзің өміріңе қайтып келеді да, ол нәрсе бәрібір да. Өзің өміріңе, немесе әке-шешеңе, немесе ініңе өзің адасасың, солай сияқты да. Менің досым уақытында жарнамалады, өзі соған кіріп кетті да. Азғантай ақша алды, бірақ оны еселеп шығарып жіберді да. Ол алған адам, қадалған адам Бақытжанға рахмет айтқан жоқ қой, қарғысын айтып жіберді да. Сол сияқты өмірден бір таяқ жеп алды да, дегенмен қазір Аллаға шүкір ол нәрседен шығуға болатынын көрсетті. Ол нәрсесіз ақша табуға болатынын көрсетті. Әкесіне машина алып берді, әкесіне баяғы жіберген қарыздарын қойып берді. Аллаға шүкір, мен бірден бір қуана аламын. Точно саусақтың ұшымен де көрсете аламын, сол досым сондай нәрседен қойды, сол нәрседен шықты. И оны әлеуметтік желіге, ТикТогына өзі де салды да. Бір сабақ болады деп ойлаймын жастарға да. Басқа түрлі нәрсе істесе де сондай нәрселер жарнамаламаса екен деймін да. Өзім ұнатпаймын жеке өзім. Қаншама отбасы ажырасты, қаншама бала жетім қалды, қаншама адам дүниеден озып кетті. Соңғы жылдары адам шығынды болып отыр, ол жалпы жоғарыда да айтылып жатқан мәселе. Келсе мәжілісте ана депутаттар здоровый атуды қалды. Там откровенно айтты сол. Прикинь, кеше жарнама деп отырсыңдар ғой, жалпы Жарнама. жаңа мынаны айтып жіберейінші, бәкеке айтасың. Осы аты аталған компаниялар бар ғой, букмекерский. Кеше неде жүріп, Ташкентте 8 миллион халық бар ғой Ташкентте. Бірде біреу жоқ қой, бірде біреу. Жарнамаламай ма? Жоқ вообще. Автобуста да, көшенің үстінде де ешкімде жоқ вообще. Ешқандай аты жоқ. Бізде аэропорттан түскен бойдан Границадан өттім, өткен бойда лото тұр ғой алдында, прикинь. Шымкентке келдік, Түркістанға келдік. Тола тұр ғой рекламасы. Құдай сақтасын болып отыр. Сонымен, в общем, сояқта жоқ, прикинь, 8 миллион халқы бар жерде аты аталған мекемелердің бірде-бір жарнамасы жоқ. Ташкентте ма? Аха. осы жарнама бойынша да бір үлкен көкейдегі бір сұрақты, жалпы жарнама осы контентте жүрсіңдер ғой, медиада, Инстаграмда осы жарнама мәселесі қалай? Табыс. Және Қосымша. иә, соған сәйкес соның табысы. Жалпы осы салада табыс қалай өзі? Нұрғали. Брендтегі кісілер сөйлесін деймін. Табыс жақсы ғой, өте жақсы ғой негізі. Просто бізде рекламодательдер, рекламаны алатын адамдар, Кәсіпкерлер яғни. енді әртүрлі, ол кейде кәсіпкерлер, кейде просто өзінің жаңағы сабақ сататын, курс сататын адамдар реклама береді. Әртүрлі да, бәрі кәсіпкер емес. И сол адамдар сауатсыз, короче. Сауатсыз болғанда, енді сауатсыз деген грубо болады, кішкене Түсінбейді десек. түсінбейді, и хабар жоқ та, короче. Сол себепті кейде көп төлеп қояды, кейде аз төлеп қояды. Сондай проблема да. Ал даже мына блогерлер, не только блогер, маркетологтар, СММщиктар да тоже сондай да. Бағасын дұрыс келістіре алмайды да, сосын өзінің жұмыстарын кейде даже мобиловтарға шейін кейде көп айтып жібереді или аз айтып жібереді мысалы да. Сол себепті бардак болып отыр именно мына реклама саласы бар ғой. Мысалы маған келеді да, бір сөзбен айтқанда бардак па? мен мысалы әркім енді именно блогерлерге өздері қойып алуға рұқсат та, олар бағасын да, себебі өзінің подписчигінің санына қарай, өзінің еңбегі ғой, былайынша айтқанда жасаған, и соған қарай қойып алады да бағасын. Маған келеді да, мысалы біреу
мысалы кеше маған Нұрлыбай 18 стористі 30 мың теңгеге түсіріп кетті ғой, сен неге бір стористі 20 мың теңге депсің дейді да. сосын мен айтамын да, енді әркімнің өзінің бағалағанына қарай ғой деймін. ой Нұрлыбай ма деген жоқсың ба? Жоқ, братан, просто өйтіп айтатын емес. Просто мысалы бірақ 20 мың теңге дегеннің өзін біреу мысалы айтады да, 20 мың ба, 4 сторис берші, мен 80 мың теңге сразу аударып жіберейін дейді да. Кеше маған Бірдеңеева деген блогер 90 мың теңгеге 15 секунд салып берді дейді да. Мысалы да, әркім әртүрлі да, братан, бардак болып жатыр да. Біз или ана неге жаңа гулянкаға шығатын мужиктар сол жиналып бағып айтса керек па, сондай да. Сол жағынан жалпы не бар ғой, жаңа NNN Media или Буки Production деген сияқты бір не керек сияқты. Мәтжан братан бар ғой, сол кісі негізі әдемі жасап жатыр, жайлап бар ғой. Сол кісідей сауатты адам керек қой бізге, бар ғой. А то біз өзіміз кәдімгі шайдыртып отырып танисың ғой Мәтжан. құрсын братан ғой деп тегінсіп тастайсың, біреуге бір скетч жасап жібересің, или мысалы вообще шайдыртып жібересің ғой, бағасын да өзің келістіре алмай қаласың да. Ал Мәтжан деген кісі бар, танитын шығарсыз, өте грамотно сондай бір ұйым жасау керек. Не кісі екенін айтсаңшы. Ол кісі айтпақшы маркетолог, креатив не деп айтады? Жарнама ма? Осы толық қой, Көркем әлем Креатив мейкер ма? Көркем әлем бастаған. Контент мейкер, короче. Сол сияқты бір не керек, короче, бір ортаға салу керек. Жүйені айтып отыратын адам керек. Анау жалпы бар ғой, мысалға жүйе деп отырсыз ғой, мына жүйелі түрде жұмыс жасау үшін бәрібір де бірлік керек деп ойлаймын. Коллаборация дейміз ғой енді, қазіргі тілмен айтқанда. Сол қаншалықты бізде ұйымшылдық маңғыстаулықтардың арасында, осы блогерлардың арасында, немесе осы қиындау жалпы. қиын мәселе ма? Жаңағы ататалған Мәтжан бастап шығып келе жатыр да, бірақ жаңа Нұрғалидың сөзінің жаны бар да, өзіне табыс тауып тұрған кәсібіне жаны ашымайды ғой. Либо ақшаны бөлгісі келмейді, либо жаңағыдай біреуге көп ақша беріп жібереді да. Мен кімге, Нұрлыбай Жұмағалиевке мынандай ақша беремін. Жоқ, неге мен айтып жатсыңдар сендер қайта. Мысалға да, жақсы, Нұрғалиге бір история мынандай қылып салғысы еді. Фастфудты дерзкий жасайды. Келген жоқ бірдеңе дейді да. Әңгіме ол одан емес қой. Вот сондықтан жаңағыдай SMM маркетолог Жоқ, былай айтып отырсыңдар ғой да, короче да, біреуге ақша береді, кімге бергенін білмейді, короче, анау ананың жарнамасын жүргізе алмайтын адам, сонымен ол күйеді, и сосын оның көзіне бүкіл блогерлер дәм болсын өтірік сияқты. Негізі бізде мынандай бір кәсіп бар, кәсіпкер бар, кәсіпкер SMM-ші керек дейді да. Біздің бір очко бар еді ғой, осы оқып еді ғой, шоңмайды бірдеңе оқып еді дейді да. 15 мың теңгеге бір очконы алып қойды. 16-17-дегі бала мобилография курсын оқып алған, бір 8 мың теңгеге. Сол видео түсіреді соткан тек былай ұстап біледі. Капкатпен монтаждайды, иншотпен. Сосын братан міне салдым дейді, что-то адам келмей жатыр, что-то бірдеңе деп отырады да. Балсыз таргет жасап беремін. Мәселе блогерге дейді да. Сосын блогер, мынаяқтан блогер жаңағы не статистика жібермеймін деп шіренеді да. Или аз болса айтқысы келмейді деген сияқты ғой. Сосын по идее сұрауға құқылы, братан, негізі реклама сұрап отқан адам сен неше адам қарайды деп та. Ну енді кейбір адамдар бар, көрсетпеймін никак деп та, алсаң алдың, алмасаң алмадың дейтін адамдар бар шығар. И сосын үшінші адам жаңағы SMM-шікті жалдайды деп бұл. SMM-шік жалдайды, SMM-шік бір қыз. Примерно ол да жаңағыдай бір 6 мың. Манағы ағаның балдызы десеңші. Манағы баланың мобилографтың құдашасы болып келе ма? Ол жаңағы кафешкіде администратор болып жүрген. Соған мәз болып жүрген қыз. Сосын звондайды, сізде осындай бола ма деп. Сол адамдар ғой таратып жіберетін әңгіме, жаңағы мына блогер онша емес, мынандай. Сол үшін бір құттай не болу керек та, көпір болу керек та. Профсоюзда шоғын шешектер. Мынандайлар көп бәкем. Қорғап шығатын. Медиа тыныш десең, медиа саласы жаңағыдай не істемейді деп отыр ғой. Мынандайлар бар бәке. Бабыс қалажада не қылар, аманбыз деп тыныш. Донеріне ашып едім ғой, не істеп жүріп атты. Келіп кетшеш бір история түсіріп, ішке айтық болған бір донерің жеп кетшеш дейді. Сен бейшара деп ойлағам ғой, донер жегісі келетін болып тұр ғой, түрің сондай ұқсайды. Андайлар бар. Магазин ашып едім, турецкий киім бәрі кілең, жақсы качественный, анау-мынау. Іштен бейсболка, футболка бер жібер, қыздарға айтық қоярым, барып ішін дұрыстап тұрып не түсіріп кетші дейді. Сен бомж деп ойлағам ғой, сен клиент сондай адамдар қалармын. 4-5 жыл бұрынғыларда. Жағдай жоқ деп ойлайтын болып тұр ғой жиен сен. Сондайлар да барды просто. Ол содан дамымайды да. Былай айтқанда
анаған қалай не қыласың енді сен оны түсіндірмейсің ғой анаған. Сендердің ең көп тапқан қаражаттарың неше? 7,5 мың теңге. Жоқ, серьезно. Именно жарнамадан. Емес. $7,5 деп айтайын. Гонорарын сұрағанда әншілер біраз не істеп қалады ғой. Мен Жоқ, бір жоқ, рекламадан. инстаграмнан ғой да. Иә, Мен Инстаграм. мен тиктокты енді не істеп баттым, бірақ инстаграмнан реально сол арқылы жарнамалау арқылы 1,350,000 теңге А қаржы. сен айдыкін общий айтып отырсың. Бір айға. бір айда или бір күндік па? Жоқ, именно бір жарнама. Бір проект та? Бір проектте, бір жобаға. Бір жоба. жасап. Білмейді. Бір тапсырыстан деп айтайын. Дептерімді әкелші деді. Жоқ, бір ай демей ақ қойын, 28 күннің ішінде Арменияда көлікті рекламировать етіп, содан блогер болып кеттім ғой енді. Содан 1,350,000 теңге таптым. Жоқ, ол өзіңді рекламировать етіп, өзің сатқан пайдаң ба? Или именно... Жоқ, мен біреудің кәсібін жүргіздім ғой. Бір кісіге блогер болып бардым. Жаңа құдабала сияқтымын ғой, бардым да, сонымен жұмыс жасадым. Берікпен Нұрлан екеуі ішінде ортада ерлан кетеді. Жоқ, мен ана кезде ойлап сен бөлек шықпай тұрып қой, братан, да? Бөлек шықпай тұрып. Мен просто өзіңе жасап деп түсініп отырмын да, өзім мәшін сату арқылы осылай таптым. Менде тек. Общий бір айдікі ма? Жоқ, бір реклама. Бір рекламадан Бір жоба, тапқаным бір деп тапсырыс. жатқаным ғой, братан. Бір тапқаным. Именно көп тапқаным. 150,000-дай. Бір рекламадан. Я просто бардым, түсіп бердім. И соған сол рекламаны историяма салып бердім, соған 150,000. Сол рекламаға история салып бердіңдер ғой. Сол рекламада болған қызықты история болса айтыңызшы, кәдімгі маман қызы болды екеуің. Бірінші гонорарды айтпайық конкретно. Сендер мен что-то кетіп қалған сияқтымын бір өзім айттым да сендер бір өзім қалып қалған сияқтымын. Ертең адамдар мо деп кәдімгі Андай. Мен жалпы бір жылқы бір сөйлейтін болсам. Примерно ең оңай деп айтуға болмайды енді. Короче, ең тез тапқаным бір күнде 700,000 теңге. Бірақ бір реклама емес, короче, 4 роликті бір күнде түсірдік. Бір проект. сосын оны бөліп салдың да? Бөліп салдым. Бірақ бір күнде біткен шаруа, короче. Мен мысалы мен ешкім асырамайды мен неге десең Мысалы сіз Нұрсағын донор жеп кетшейші безухан кетшейші 3 донор десе ең көп. 4 күнде лямба сіздікі зәке базар жоқ. әдемі. Сонымен бабыз. Жоқ, бұл Компания бар. жоқ, қара, Нұрғали мынандай нәрсе да, если чисто реклама бағытына кететін болсақ, сәкеңдер ол постқа салады рекламаны да, пост қымбатырақ болады, 200-300 мың жүреді. Ал мен вообще постқа реклама салмаймын. Сондай ма? Себебі Саласында кетіртесің да походу. Жоқ, если атпай жатса айтам, атпай жатса кетіріп тастаймын. Ақша айтып бересің. Жоқ, бермеймін. Жоқ, енді андай ғой, гарантия жоқ. жалмауда жоқ бермейді. Жоқ, сразу айтамын мен, гарантия жоқ деп. Ол нәрсеге ризық алладан ғой, просто ол кісі себебін жасайды, бізде Кейде болды просто айтпай, просто ұмытып кеткенмін ғой. Все, давай деп келісіп рекламаны түсіріп, короче, бір адамның екі кәсібіне реклама жасаймын ғой, бір адамның күйеуінің кәсібіне келіншегінің кәсібіне 0 адам бармайды ғой, прикинь, 0 вообще адам бармайды. Күйеуінің кәсібіне бір күнде 1000 адам, короче, не жасады? Реклама дегенде бар ғой. Сұраныс Құдай секрет ашып кетейінші. Мысалға, ертең алдағы уақытта осы жігіттерге жарнама жасататын кәсіпкерлер болса, Өнерің блокнотыңдашы. былай да салды, белгілеп постқа салсын, прямой эфирге кірсін, ұйқас шығарсын, не істесін. Ой, адам келеді, результат сразу күтпеу керек. Результат сразу күтілетін болса, 1850 жыл шығып бастаған Coca-Cola әлі күнге дейін рекламасын түсірмейді. Теле2 Нью-Йорктың фонымен барып түсірмейді. Мысалға айтқанда. адам болайын деп тұр десең. Арабтардың ақшасын санын білмейтін арабтар өздерінің футбол клубына реклама жасамайды. Fly Emirates-қа самолеттердің Боингтарына реклама түсірмейді. Ол одан емес. Реклама деген реклама деген Таңдайыңды ашып жіберейінші. жасай беру керек. Сен шошып отқан сияқтысың. Көп көрсете беру керек. Вот сол кезде мысалға міне түсіріп жүр ғой, өзеннің ішіндегі шағын кәсіптер бар ғой, мысалға солар түсіріп жүр, бір түсірді, екі түсірді, бәленбай уақыт түсіргеннен кейін уже ол бір 200-300 адамның мына жерінен вообще кетпейтіндей болып қалыптасып жатталып қалады. 70 рет көрген жазуын адам ешқашан ұмытпайды дейді өмірі. Бренд. Жалпы ақшасы. Не обязательно бренд. Жоқ, бренд қалыптасады. Сосын жаңа апашканың кәсібі не болды жаңа 0 адам барған жоқ. Біреуіне, екеуі бір семьяға адам, бір әйелі, біреу қырылдырып қойған жоқ. Азыр кеткен жоқ па? Жоқ, айтады. Екеуін бір күнде салам сториске. Біреуіне 0 адам бармайды, в общем. Бір 7 адамға жазады, ешкім сатып алмайды. Екіншісінде 1000 адам жазады, 1000-ның бір 80% алады, короче. Не сатты сон? Секс шоп десе.
не айтшы не екенін айтпай отырсың ғой. мафон андроид мафон. А. Біреуінікі подарка, андай подарочный бокстар бар ғой, сондай короче. Білмеймін енді, андай типа сенен айта алмады да, сенен дым адам келмейді дейін десе, біреуінікі айырып жіберді рекламасы да. Біреуінікі сондай кейде болады сияқты, адамдар мысалы ер адамдар көп қарап кетеді, может. Либо енді әркімде әртүрлі. Амбассадор содан қанша аласыңдар? Амбассадорстводан өзім 500 мың теңге аламын. Қандай бассадар? жоқ оның ішіне не кіреді реально осы халық білсінші, міне дайректке сұрамаймын, осы жерде біліп алсын. Саламатсыз ба Нұрғали мырза, сіздің амбассадорлық қызметіңіз қанша және оның ішіне қандай қызметтер кіреді? Саламатсыз ба деп. Асылер сияқты ма? Ну енді не 3 пост, біреуі менің аккаунтыма, екеуі кәсіпкердің аккаунтына. Сосын 20 сторис бір айға бөлінетін, и сол 20 стористі актуальныйда шапкіде сақтау. И короче актуальный деп тұрады ғой, соның біріншісі сол. И сосын шапкіде амбассадор осындай жерін деп. Сенің аккаунтыңда бүйтіп сақталып. Менің аккаунтта сақталып тұрады. Күндегі сторис, күндегісі күнде. Сушидің шеті сияқты 20 сторис біріне ондай. Сосын бір массаж кәсіпкерге Вот осы массажың ұнап тұр, сол үшін аламын. Қай жақта амбассадорларсыңдар? данный момент Хадия деген асхананың амбассадорымын. Күні ертеңнен бастап берсе. Мен енді уже шайын деп жатыр едім. Постоянно тамақпен айналасың жүресің. Жоқ, осыған дейін бір ай, короче, бүгін дайындап қойдық, салатын заттарын бәрін түсіріп дайындап, ертеңнен бастап жұмыс жасап бастаймын. Менде Самса. былай бөлінеді мысалы да, амбассадорлық қызмет 300 мың теңге. Белгілі бір айдың ішінде 3 видео салынады. Сосын олардың қалауынша бір нәрсе салу керек болатын болса, тағы да акциялар оқпады, или болмаса бір нәрселер ойлап табады, соларды салып беру. Және басқа жерде дәл сондай мысалы авторазбор болатын болса, реклама жасамау керек болатын болса, мен оны жасамаймын. Одан басқа адамды насихаттап реклама жасамаймын. Бірақ жаңағындай актуальный доңғалақтап қояды, мен ондай нәрсе жоқ екен. Үлкен кісім, ауырып қаламын, ондай заттарды білмеймін. Сосын реклама қабылдайтын кезде мен мына кісіге пайдам тиетін дәрежеде, әркім өзінің қай жерге дейін шабатынын біледі ғой. Маған мысалы ұл балдардың нәрсесін жарнамаласам өтеді. Фастфуд реклама, автоблог деген сияқты, автозапчасть дейтін нәрселер. Соларға смело айта аламын, смело контрактіге отыра аламын. Бірақ декреттегі аналарға миллион табыс, жаңағындай мынандай таунхаус бірдеме дейтіндерді менде өтпейді ондай нәрсе. Өтетін шығар, бірақ 3 айдан кейін бір адам бір барса барады, бармаса білмеймін ондай да. Таунхаус қиын. Енді ол 30-40 миллионның әңгімесі қиындау болады, бірақ автокөлік жаңағындай фастфуд саласы болады. Ал менде нақтылап алған амбассадорство нәрсе жоқ, айтасың, амбассадорство болған не жоқ. Өзіме де ыңғайлы қылу үшін 150 мың теңге, 200 мың теңге айнала салам, және оның ішіне мобилографтың қызметі бар. Солай жұмыс жасаймыз, бір айда 3 видео, немесе аптасына бір видеодан, бір айтқанда бір айда 4 видео сөйтіп жұмыс жасаймыз. Бір история просто келіп, осы жерде бір кафені жарнамалап кету керек болатын болса 70 мың теңге. Мобилографқа 10 мың, өзіме 60 мың теңге. Сондай нәрсе. Андай статистика керек болатын болса, оны да жіберем. Ешқандай ұяты жоқ, ешқандай несі жоқ. Бұл жерде маңызды история емес, маңыздысы Нұрлыбай Жұмағалиев бар жасайын деп тұр. Қандай самооценкаң мықты екен енді. Жаңағындай әңгіме ғой. Мысалы жаңа таунхаус дедің ғой. Сенен қазір пирожки тек бір шек кетеді. Тағы бастан жатсың. Қай жерден барып амбассадор болып сорпа ішіп кеттіңіз аға? Мысалға таунхаустар салынып жатыр да, күшкір құрылыс әдемі кетіп жатыр ғой. Ана салып жатқан гендиректоры застройщикке осындай бала бар деп по-любому айтатын біреу болады ғой. Олар өздері отырып инстаграмнан іздемейді ғой. Бір көмекшісі айтады ғой, мынандай Нұрлыбай деген бала. СММшіге айтады ғой. Сөйтіп айтады. Вот солардың ошибкасы, мысалға Нұрлыбай таунхаус біткенше қойып қою керек еді да. Түсінесіз, фундаментінен апалып кеден бастайды бұл. Надо будет жер алғаннан баста қоршап атқаннан да. Бір ай бойына. Сосын бір күшті жаңағындай қолжетімді күшті айлық беріп қойып, 100 мың 80 мың өздері келсет мысалға айтады. Төбесі жоқ, кілтін табыстаған кезде қызыл лента боламайды. В общем, жаңағындай
қоныс тойға дейін жүретін қылып келісу керек еді да. Егер ол өзіне уверен застройщик болатын болса, мен де жасағым келмейді. Неге? Өйткені мен білмеймін ғой, ол не істеп кетеді, банкрот бола ма, ақшасын алып қашып кете ма. Сондықтан қорқамын мысалы. Ондай жағы былай бар, айтқанда. Ал базар жоқ таунхаус бастайын деп жатқан жігіттер болса, жаңағындай идея бар да. Жер алғаннан баста 100 000 теңге айлық бір мысалға айтып отырмын. Соны кәдімгі көтеріп этажын, плитасын қой, несін қой, мансартын дайында, суын жүргіз, тоғын жүргіз, бәріне кәдімгі жұмыс қылып, манағын айтқан ғой, проект қылып, бәрін қойып бер, пожалуйста, айтады. осы имидж мәселесіне тірелдік қой Бәке жаңа, да? мындасыз ба деп. Имидж мәселесіне тірелдік те жаңа. Қандай жобаларға мысалға өзіңізге бірден стоп қоясыз, міне немесе жаңағы айтқандай күмәнді нәрселер болса мысалға жоламайтын белгілі да. Сол жаңағы Ертеңгі күні енді видео деген нәрсе ол Жарнама әлеуметтік бар. желіге кіріп кеткеннен кейін ол сол жақта қалады ғой мәңгі бар. Ана құмар ойын, сол лото өршіп тұрған мәселелер ғой. мен осыған бір нәрсе қоса кетейін. Енді құмар ойын так ол жаңа өршіп тұрған. Сосын не еді? Мен қолда бар нәрсені жарнамалауға тырысамын. Мына жерден анау барып сатып ала алатындай дүниені да. Себебі менде бір жақында бір мынандай нәрсе болды. Бір нені реклама жасадым. Сосын Шымкенттен бір подписчигім хабарласты. Реально ақша салған анаған. Ана жерде товар жоқ. Товар алу керек ана жерде. Енді мен жарнама жасаған адам, ол біріншіден намазхан адам, екіншіден смело саудасын жасап жүр. Сосын мен оған хабарласқанда мен бүкіл клиенттерімнің ақшасын беріп тастадым. Тек қана осы клиентімнен басқа бұған мен ақшасын қайтарайын десем, маған товарды қойып бер дейді. Мен жоқ товарды қайдан қойып берейін? Менің ортада алып отқан делдал адам мені лақтырып кетті дейді. Бірақ менің оны айтып отырмын дейді, типа балпыс мен саған ақшаңды беріп тастайын. Сен түсінсейші мен десем, бұл кісі түсінбейді, маған товарды қойып бер деп отыр. Білмеймін, маған тауарымда кәмпескіп тұр. Сол үшін содан кейін шетелден бірдеме алып салып жіберу, шетел арқылы бірдеме салып жіберу, товар жіберіп беремін, бүйтем, сол нәрселерді алғым келмейді. Реклама жасаймын. Реально көзбен ұстап, көзбен көріп, қолмен ұстайтын товарларды реклама жасаған жақсырақ. Сосын екіншіден кафелерді көп реклама жасаймын мен да. Біріншіден барып сұрайтын, КМДБ печатыңыз бар ма? Қандай окорочка, қандай жерден қандай ет аласыз, қалай кім пісіреді, не істейсіз, қалайша қалай болады. Если ішінде пиво болатын болса, бірдеме болатын болса, болды, сразу Балпысқа жібереді. Жаңағыдай компьютерный клуб, PlayStation дейтін кальянный бар жерлерде вообще реклама жасамаймын. Және мен өзім қолданбаймын ол нәрсені. Жалпы хайп, жаңағы хайп деп ғой. Мына имиджіңізге бір нұқсан келген кездер болды ма, нақты? маған бір рет айтпашы, андай реклама келді. Ұятқа қалып Конечно. Мынандай бір реклама келді. Короче, үйге бір лоток пиво мен чечилмен әкеліп тастайды дейді, короче. Сондай бартерге пивның емес, не, пивнушка доставкамен саған бір лоток пиво беріп жіберейін дейді, чечилмен, балығымен, короче. Еще андай қылып жіберген ғой, кәдімгі бірдеңе осетрина адамның заты шеттеулі копченый қызыл балық бірдеңе деп та. Ол кезде Көз қыздырасыңдар ғой. екі бала ішеді. Кім маған қоңыршы дейді. Үйде екі бала ішеді сол кезде квартирадағы. Алдыртшы дейді, короче. Ой, жоқ. Еще андай случай болды. Үйде жатырық, короче, бір рет балдар болып квартира жалдап, вайн түсіреміз деп ақтау кетті, короче, 6 ай тұрып келдік. Сол кезде реклама бәріне келсе бересің ғой, кезде спортив көремін десе де барып түсіресің, короче. И жатырық, неше 4 бала үстімізден шыт деп киім киіп алғанбыз. Қолдан бір Көктейін сағат, қолдан сағат көк дейін жоқ. Бартерді қайта бартерге бара бергенбіз. Ешмеш бақты ғой, жалпы. Шалу керек деп отыр ғой. Вообще ақшаға емес, чисто заттай келсе бергенбіз ғой. Өте қате болды сол кезде. Содан кейін түсіндім. Хотя бы В общем, застройщиктер сияқты болдың ба? Бәрі затты бартерге келісті. Мана амбассадор екеуіне сұрап, менен сұрамай қалдың ғой, Сәке. Оның сыры неде? Мен айтқан жоқпын ғой. Айта берейін ба? Айтқым келеді да, просто. Бұл кісі негізі амбассадорлықты айтқысы келмейтін де себебі бар. Бұл Грузияда доллармен жұмыс жасап қалған кісі ғой бұл дейтін. Жоқ, не важно, немен жасақ, ауылда емеспін да, көп, бірақ жақында сол көлік саласында жүргеннен кейін қазіргі автомаркеттер көбейді ғой қазір, шүкір. Өзім бұрыннан танитын бауырым бар еді, солар ашты. Жақында өзеннен филиалын ашылды. Сол жаққа өзімнің ұсынысыммен
бірігіп жұмыс жасайықшы дедім да. Менің аузымнан сондай сөз шықты, ол амбассадорство деді. бейшарада бұған ешкім айтпайды да. Жоқ, ол жоқ, әңгіменің төркіні мынандай. Қандай? Бүйтеді, каждый отгул келем ғой, каждый келгенге бүйтіп жүреді да, сосын айтты, давай бір неге келсек, график қояйық, лучше маған да тыныш, жұмысым бар деп жүремін. Саған деген көзқарасым дұрыс болады да. Сүт бере ма андай? Мен бір келгенде бір түрттап кете беріп өйтіп жүргеннен лучше давай басы бар, аяғы бар, жұмыс қылып, жылдап сөйтіп алайық дедік. Ол да мәзу қуанып кетті. Сондай болып. Қазір сол Карплаза Қаншалы отыз, соны айтшы. проектіде 20 мың теңге айына десең. Береді, Аллаға шүкір, әдемі бәрі. Неше енді айтшы, бәріміз айттық қой. Мен айтпаймын деп шештім, айтқым келмеді. Сосын мен мысалы мұнай жүрмін ғой, бір ай амбассадор болып сол жақта жұмыс жасап сәнек қаққаныма, сосын сүт береді деймін. 6 мың айлығы бар. бүйтіп айтты ғой братан, тағы да бөліп жүрдім. Короче, бір рет Менде де қаққалары кетейін. застройщик деген есіме түсіп кетті, бір кісі кетті да. В общем, менде УЗИНде 7 танхаус бар деді. Короче, соны танхаус деп айтады ғой бізде алды да. Таунхаус емес, танхаус ғой братан. Танхаус бар деді. В общем, 7 екеуі өтіп тұр деді. Короче, біреуін сатып берсең миллион теңге беремін деді. Короче, каждыйын сатсаң 50 мың теңге беремін дейді. Андай. 1 миллион дейді. Каждый танхаусқа 1 миллион теңге беремін дейді. Андай жоқ. Сұраймын ғой, пост па ол, сторис па, қалай Қараңғы. сат өзің біл дейді. Видео түсіресің ба, көшеде барып сатасың ба, сатсаң каждыйына миллион теңге беремін деді. Сосын ой жоқ деді. Сата алмай. Реклама дегеннен шығады. Осы Софистрой салынып жатқан кезде дәл осы біз отырған жер бар ғой. Кішкентай да. Айтайық. Кішкентай жер осында отырып. Сонымен E-групп дейтін болды ғой. Мен жалпы адам жиналып қалды, сәке болды ма болмады ма білмеймін. В общем, бүйтеді ғой. Сен түсіндірші маған қалай болады реклама бағыты, ақиқат келіп айдайды ғой әңгімен, короче. Бізде мынандай коллаборация бойынша, в общем, андай Новый сөздер, новый терминдер. сөз, оны мен ілмей жатырмын. Мұхит бір адамдарды нема үншік, сен нормальный кәм былай жалпақ тілмен айта берші, мен дым түсінген жоқ. Ана жерде бәрімізді болдың өмірі дәл шашылып қалдық, ақиқат айтады ғой. Ол да күліп қалды сосын бір кезде, былай түсіндіріп беріп жатыр ғой, аға осындай деп бәрінде мынандай болатын. Өстіп айтпайсың ба, біз түсінбей қалдық қой дейді. Ана жерден батшыт болдық кәдімгі. Жаман күлдім мен дейді. Мен де сондай кісімін ғой енді, былай андай жандай бірдеме дейтінде түсінбеймін. Бәріміз сол жайлап келатқан сияқтымыз. Жаңа контент деген сөзді үйрендік жақында. Сол коллаборация бірдеме дейді ғой. Кеше кімде қандай бір сондай бір орысша сөз айтты, сосын сондайды бір әдемі өзінің бір күшті қылып көрсету үшін айтпай ма адамдар. Былай негізі айтса түсінікті нәрселер ғой, қарап тұрсаң. Коллаборация мысалы бірігіп тұрғаннан дегеннен лучше сөйтіп айта салған. Сол ғой. Оқи бересің ғой, по ходу дела көріп үйреніп бара бересің. Бәрі нормально өтіп В общем, андай не болды, мен айтайын әңгімемді үзіп ха-ха деген. айтшы. Бір күні, короче, өшеген қиып салса жұрт жүретін шығар. Бір күні, короче, дайректке жазады, короче. Саламатсыздар ма, реклама қабылдайсыз ба, немесе бартерлей келісесіз ба дейді. Енді түрлі нәрсе хабарласты ғой. Секс шоу хабарласты. Ойлашы, не әңгілей сақалмен. Ана жерде дейтін, скриншотта оланда балдардың группасына жіберем ғой жеге дейді. Жігіттер кімге қандай нәрсе керек? Мен ғой жіберген, мен айтқан Нұрлыбайға хабарласты дедім ғой, ол кісі жасаймайды, жасайды деді. Қызық болады. Ақша берсең бәрін істейді. Хайп болады дедім, ол жасайды, қарашы, андай қуғынбай бір видеосын жіберіп, жасайды, жазды дедім, сонымен жазды ғой. Жақында Шағын күлдім соған бар ғой. ана боқтазылайтын не деп айтатын еді. Ассенизатор. Ассенизаторды жасайтын бала скриншот жасап салып қойған ғой. Именно боқтазылайтын сорып алатын бар ғой. Техника ма? Говноузда дейтін бала WhatsApp'тағы несін скриншот жасап салып жіберген ғой бір группаға. Интересный шығып. В общем, қыз жазған ғой, бүйтіп жазған. Сіз ассенизатор бар ма, осындай тазалайсыз ба? Тазалаймын, короче, қанша теңге болады, осындай несі кубы, осындай теңге болады дейді, короче. Сізде бартер бар ма дейді, короче. И сосын
түсінбеген ғой бізде короче боди массаж салон бар короче бізге келіп не жасыңыз нешеде дейді мынау 21-де дейді короче бізге келіп боди жасатып кетіңізші дейді сосын боғымыз тазалап күлдім бір екен өлдім маған күлкіден көріп страшно сіздер қалай қарайсыздар бұл түрге Шынымен нормально келісіп тұрады. Нема қыздарды көруге болмады десе. Короче, мынандай нәрсе болды бір күні. Енді бізде көп адам ойлайды ғой, мысалы да, мен келіншегім айтады, мә сен жағың, типа жағың қосылмайды шығар тынбай. Үйде күле беретін шығарсың деген сияқты, саған да айтады шығар, там прикольчик деген сияқты, КВНчик, анау мынау. Мен үйде вообще басқамын ғой. Үйде мен әке шешем алдында ашылып әңгіме айта алмаймын. Келіншегіме кәдімгі серьезный уағыз насихат айтамыз деген сияқты. Енді сырттан көрген адам ойлайтын болып тұр, жынды ләп жүр бірдеме деп та. Сосын бір күні отыр қасымда берік бір машина айдап келеді, мен за рулем бірден базар жанында келатыр. Любой ортада бар ғой, любой ортада андай дос бала бар. Біреу голосовой жазып жатқан кезде прикол істейді. Алдымда ай деп аңқылдап беріп кетіп аламын ғой мен. Иә, беріп тұрды да жеу жіберемін дедім. Жеусең жеу жібер дедім. Фытыңқ жеу жіберді бір кезде. Мынау дейтін Нұрлыбай деді да пытыңқ екінші голосовой жіберді. Ана жақта. Ассалаумағалейкум. Ай машалла Нұрлыбай болдыңыз ба дейді. Мешіттің имамына жібер жіберген мырза мет сондай имам болды шымкенттік ұстаз, алла разы болсын. Ай Нұрекеңнің әзілдері ай деп қойды. Анау енді өмірде анау патолог болды. Сосын андай нәрсе болды біреу. В общем, қайырымдылыққа біреу жазады да. Короче, саламатсыз, в общем, осындай мен жаңа дайректте жасап мен едім, в общем, бала ауырып отыр, осындай дейді. Сосын иә деп отырмын мен, короче, уағалейкумассалам рахматулла баракатух дейтін стикерді басып жібердім да, артынан тағы бір стикер басып жібердім. Анау пошлый стикер да, короче. Анау көрді. Стикерлер кетіп қалады ғой еще, білесің бе? Өзіне өзі кетіп қалады ғой. Аны басылып кетті. Кетіп қалады еще сразу. Ертесі күні үйінде отырсың ғой, ассалаумағалейкум қазақ елі көмектесің. Жаман ұялдым, бірақ бар ғой, ё-мое. Анан көрді менің ойымша да, бірақ мен көрмекке салдым, бірақ аллаға шүкір бала нәтижелі болды, емделді, керемет болып кетті әйтеуір. Содан кейін бір жігіт айтты, осындай стикерлерді ойлап тауып отқан түбі еврей, шайтанның іс-әрекеті. Сен өстіп прикол үшін жібересің, бірақ солай кете береді. Мана бабыс айтмақшы ғой, бір-біріне насихаттайды, сөйтіп полный пошлый стикерлерді удалить тастадым. діни тұрғыдағы діндегі бір хақам моменттер болады ғой, андай добрый күшті моменттер болады да. И біз универде жүрген кезде тақуалықтың кәдімгі қатты кетіп батқан кезде да, кәдімгі барып патыр-пұтыр короче дәрет аламыз ғой. И мә тез алдың ғой дейді да, Айбар да маған неше секундта алдың дейді да, короче осындай секундта мен одан да тез аламын дейді ғой, короче барады да, в общем дәрет алады, бір 41 секундта дәрет алады. Мен тұрамын да, мен мынадан насырамын деймін ғой, короче мен барып дәрет аламын. Сосын талғат алады, үшеуміз короче қайта секундқа дәрет алып жарысып отырып қой, короче ең патологы 13 секундта алдық қой, братан, 13 секундта полный дәретті да, есік жауып дәрет алып отыр. Бір кезде Сондай конкурс ойлап таппадың ба? жарысып отыр, есікті ашық болса, короче мынандай тұрып тұрып кранды ашық қойып мынаны жауады да, ваннаның кранын шықты, аяғын тығады да, короче жарыстың соңы мынаумен бітті ғой, ваннада мынандай сөйтіп болды. Мен тайтсам ғой, короче өлді да тас етті. Адам жарыс бітті, короче сөйтіп бірінші орын алдым, братан. Осы жеңісіңді кімге арнайсың? Біраз тақырып айтылған сияқты да. Сен жалпы сен өмірің скучно болған жоқ. сұрақты қоямын деп ұмытып кеттім да, жалпы Аға, сіз мадан бері сөйлеп отырсыз сізден. қазір қандай жобамен ауырып жүрсіңдер? Жасап жатсыңыз, немесе жасайын деп ойлап жүрсіз, әлі соған қолыңыз жетпей жатқан. Медиа саласында ма? Қай сала? Любой. Жалпы
медиа саласында Нұрғали айтсын бірдеңе түсіріп жатыр, былай білгім келіп жүреді, эфирсіз де былай білгім келіп жүреді. Айтшы, может көмек керек шығар, может быть. керек ақшалай көмек. Айтшы, не екенін айтты. Біздер 3 жыл болды айтып жүргенмен ауызша бәріне айтып ойбай. Біздер 3 жыл болды айтып жүргенімізге бәріне ойбай істеймін, сәкең де білік баяғыда бір айтып короче соған бір уақыт жетпей, ақша жетпей, көңіл жетпей сөйтіп қалып қойды ғой. Айтпауымыз. Жоқ, Софистройдың салған үйлеріне каска да керек емес бұл. Жоқ, қара бере тұр бересің ба? Алып бер ал. Сен әңгімеңді айта отырсың. Короче, 3 жыл болды айтып жүргенімізге. Софистройды жерге қойма деді. Әне түсіреміз, міне түсіреміз деп жүрдік. Биыл сол 3 жыл айтамын ғой балдарға. 3 жыл әңгіме қылып айтып жүрген затты 2 аптада түсіріп тастадық қой деп та. Бұл юмористический проект. Бұрында шоу Ирины Кайратовны дейтін болды. Соның қазақша түрі. Былай жеңіл түрде айтқанда, аты жаңа не деп айтады? Рабочий названиесі Халабан өзгеруі мүмкін, короче. Сол балдардың жиналатын жері деп өзіміз қойдық. Ішінде Маңғыстауға жалпы осының батысқа арналған скетчтер. Ары қарай, может быть, егер қызық болып жатса, бүткіл Қазақстанға тарайтын шығар деген ниет бар, короче. Сондай. Оны былай шығармай тұрып, осы өзіңнің салаң, сфераңдағы или бір ағаларыңа бір көрсетіп, мынадай зат бастап отыр едік, мынандай түсіріп жатыр, қысқа қайырып бір, например, вообще біздің менталитетке келіспейтін бірдеңе түсіріп жатқан шығарсыз. Мысалға айтып отқаным, ондай жоқ па? Жоқ, құрсын, кімге Закрытый показ. Мынандай нәрсе ғой. Жоқ, білем, вообще Мынандай нәрсе да мысалға айтып отыр. көрсететін. Мен енді шет жағасын айттым примерно, Нұрлой біледі. Жаңағы бір-екі адам в основном енді бос әңгіме болып көрінеді, просто айттым. Қай адамға айтқанда да ананы айтып жатсың, мынаны айтып жатсың, түсірілмей қалып жатқан зат қанша болса, осы күнге шейін неше зат айттым да қалып қойып жатқандар. Сосын дайын болғаннан кейін бір көрсетіп жатыр шығар. Аласа да, пока орысша қызық емес сияқты, түсінбейді. Онда сәттілік берекесін берсін. Алласы. Дайын болса бір причока жасап. Не көмек деді да сәттілік берекесін берсін деген. Осы ғой рухани, одан артық не керек? Просто бір донер жекпет дегендей болды ғой деген мо? Бізге басты поддержка бірімізге помощь жасап Бірақ сразу айтайын, құптамайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Енді кәдімгі näистіге жетеді енді ішінде бар ғой. Болмаса әдемі ғой. тыйым сұрап алдым ғой братан да. Сол айтып отырмын жаңағындай неде. Немес па деген. Нұрлы ой, алып сіздерде не бар? Не жоба, не ойлап жүрсіңдер? Жоқ, енді Қолыңыз жетпей жатқан мүмкін бір уақыт жетпей жатқан. анаңыз. Иә, мен жалпы бір нәрсе айтайын да, осы мен TikTok'ты көп түсінбеймін. Сосын бір нәрсе істегім келеді, бірақ видео монтаждап білмеймін, короче. И монтаждауға да андай ниетім де жоқ, желанием де жоқ та. И екінші себеп бәрі шынайы болғанын қалаймын. Реально, лайф тас-тұрс түсірді, пах салды, атса атады, атпаса сол жерде қалады. Мен өзімде қызық Естелік болды. Главный нәрсе маған қызық, иә. Біреуге ұнау үшін емес деген сияқты. Жоқ, ол стиль болып қалып қойған сияқты сенде братан. Уже Иә, неше видео кәдімгі случайно түсірілген форматта, бірақ атып кетіп отқан да. Сол жақсы ғой. Күшті сол. сосын белгілі бір мынандай контент жасайыншы, бірдеме істейінші деп жоспарлап бір нәрсені түсірсем, ана видео сияқты болып ата бермейді да, қатты да, бірақ хаха болады, но бірақ ана дәреже жетпейді. Жаңа мамамен видео түсірдік, сол TikTok'та 2.100.000 просмотр жинады. 90% адам алғыс айтты, дайректке жазғандар болды. Көптеген мұнайшылар ренжігені болды. Біздің артымызда шықты ғой, айлығымыз қанша екенін білдірдік қойдың деген сияқты да. Қорқасың ба не деймін да, кімнен қорқасың? Мен ақша беру арқылы, білмеймін, бізде көптеген жігіттерде бар шығар деп ойлаймын. Осы Жаңаөзен, Маңғыстау, жалпы батыс жақта, немесе үлкен жақтарда бар шығар. Анаңа қатты бір ашылып насихатты айта алмайсың, бір өзің жақсы көретінді де айта алмайсың ғой. Сол тыйым берем, еркелеп алам, жақсы көріп қалам. Мен бір күні шынымен андай уағызға тойып алдым да, короче, табан сүйетіндей ол боқталып бардым, короче. Сосын тұрдым да мама маңдайынан сүйіп ассалаумағалейкум деп маңдайынан сүйіп құшақтап, анашым сені жақсы көремін деп, маманың көзі мөлдіреп кетті, мен уже мөлдіреп тұрмын. Сен бала, жаманларың бастама, мен өлейін деп жатқан жоқпын ғой деп. Мен түсіндім, содан кейін мен әке шешелеріміз біздің табанын сүймесек те, маңдайын сүймесек те, қас қабағымызбен жақсы көріп,
белгілі дәрежеміз, жүректегі махаббатымызды сезетінін білдім да. И сосын бір салдым, ақша беріп, күшті қабылдады, екі салдым, вообще күшті қабылдады. И каждый ай сайын соны контент қылайын деп отырмын да бұйырса. Енді үшінші берген кезде примерно жылап қалатын сияқтымын, примерно ойлап қойған бірдемелерім бар еді. Ән айтып берем ба деген сияқты да бір. жоқ, контент болған сияқты уже бар ғой, не только именно маханмен түсіретін, вообще қалғандары да. Анаңызбен Себебі түсіретін. андай ғой, именно ол форматта атып кететін видеолар, ондаймен айналыспайтын адамдардың видеолары атып кетеді ғой. Просто атып жатыр. 1000 подписчигі бар, и бір ха бірдеңе түсіріп салып жібереді, ана қатты 3 миллион просмотр жинақтайды, и оны айналыспайды да. Нұрболдікі именно сол типа стиль сияқты менің ойымша. Салют атып отырмын. Бізде атып здание. Мен Ал, енді сен не айтасың? сұрақты контент бірдеме түсіреді, бірдеме айналысады дейтін жоқ, бірақ жақында, қашан шығады мынау? Шықпайды ғой, просто былай өзара естелікке ғой. Келесі апта тоқты. Жалпы естелікке ғой, дискіге салып қоямыз. қайда білейін, бір екі ай монтаждалып, сондан кейін ба, ана біз идея айтамыз, содан кейін біраздан кейін жатады, сондай ғой. Алып қойған белгілі бір жұмыстар бар. Қалтамда көк тиын болмаса да, кафе сатып алдым. Дайын бизнесті. Сәке білет. Ол кафенің атын атап түсін түстеуге де болады. Кейбір адамдар білет, біліп алған адамдар да бар. Оның нақты айтпай жатқан себептерін біз дальнейшем оның аты өзгереді, ішінде дизайн өзгереді. Сол үшін ондай нәрсе істеп жатқан жоқпын. Тек қана мұнайшы емеспін дегенім ғой, былай айтқанда. Жоқ, енді біздер сұраққа жауап бердік. Бәке, сізге сұрақ қояйықшы. Музей-мұнайгаздың ішінде қалай болып отыр? Жоқ, оны қазір айтамыз. Ой, аға жұмыс қаласың ба, бір-екі танысың бар деп қойды. Сен не істеп жатсың деп жатыр ғой, балпыса. Шетелде, Контент. Кавказда, ал медиа контент саласында жаңа Сәкең айтты ғой, сол жұмыс басталғалы тіпті Инстаграмға қойдық, өйткені бұл да бір бақ қой, Құдайдың берген әдемі жұмыс, табыс көзі, шүкір Алла, бір әдемі болып жатыр да. Сосын ол жақта уже жұртқа аманат іздеп сондаймен уақыт өтіп жатыр. Ал енді ол да мәңгілік нәрсе емес. Любой бір уақытта ол тема жабылып тоқтап қалуы мүмкін, мысалға. Сондай кезде, келген кезде жасайтын идея, жоспарлар көп. Оны мына жерде мынандай қылып айтпай ақ қойын, лучше осындай жасайын деп едім деп ағаларымнан идеясын айтып, қаражатын сұрап, осындайға жоба бар, жастарға тигізетін пайдасы бар, мынандай бар деп жасарым. Жалпы идея көп ойластырып қойған, шағын және орта бизнес, сосын медиа саласында. Манағы мысал келтіріп айтып кеттім ғой, бір адам тұрып, камерамен тұрып, бүткіл Маңғыстаудың ауыл аймағын түсірсін. Ладно, саған, сіз бәке бүгін Бауырым, қарап, соны өзің түсірші. бір келдің қызық емес, шаршап келдің, үй тұрасың да, түп қарағанның ар жағында 102 шақыра қойшы. Түп қарағанның ар жағында вообще біздер білмейтін бір ауыл бар шығар да, мысалға. Кезінде бүйткен, балықпен айналысқан. Сондай сияқты шаруа мысалға да көп түсіретін зат бізде негізі өте көп. Жиналуымыз керек. Давай мынандай түсірейік, мынандай істейік, мынандай жасайық деп көп зат жасауға болады. Сөзіңіз аузыңызда, мен де айтпақшы, тағы бір проект бар. Жалпы, короче, манағы нәрсе YouTube каналға салынады ғой. Ол бір проектті қалабан дейтін да. WhatsApp-қа Жоқ, ол енді монетизациясы ғой, ол рекламасы да. Основной контенттің бәрі YouTube-та ғой. Бүткіл қаралым сояққа жинау керекпіз. И сол каналдың ішіндегі бір проект скетч. 2 сериясын түсіріп қойдық. Ар жағында тағы бір сериал бар, 2 сериясын түсіріп қойдық. И енді түсірілетін тағы 2 жоба бар да. Біреуі Қашан шығады? бір 10 күн ар жақ бер жақ. Короче, сосын тағы бір жоба бар, 2 жоба, оларды пока айтпай ақ қойын, андай істелмей қалып отыр. Мына екеуін айтып уже 3 жылға созылып кетті да. Тағы бір 2 зат бар. Соның біреуіне сіздер шақырам, ала аласа да. Бірақ біріншісін жас балдармен түсіреміз, чтобы сендер көру үшін де қандай зат екен. А то мен таяқ жейтін сияқтымын, сендерді шақырып алып сразу түсіріп жіберсем бар ғой. Өте андай қағазат, короче. Сондай. Просто құлақ қағыс ретінде. Құлақ қағыс. Әңгіменің ең басында айттық қой, медиа біз әлсіз деп көп зат түсіруге болады. Негізі идея көп түртіп қойған. Жер сулар Маңғыстаудың. Мысалға біз кейде мына Одан бөлек. Маңғыстаулықпын деп бір кеудемізді қағамыз, бірақ шындап келгенде сол Маңғыстаудың жер су, Білмейміз. мысалы жер суын аңыз әңгімесі, Бағдат салып алып кету керек та бізге. тұлғаларын, мысалға сондай бір тұлғалар бар да, уникалды да. Оны мысалға тек Қазақстанда емес, мысалға түркі әлем емес, әлемдік деңгейдегі тұлға. Мысалға шетпеде бір ар жағында кішкентай ауылда Серікбол Қондыбай деген сен марқұм болып кеткен, бірақ ғалым да әлемдік деңгейде.
мысалға ол арғы қазақ мифологияны зерттеген, аңыз әңгімені зерттеген ана казгуды бітірген ба? таңбалар, иә. Енді алаң қалаумен жаңағы неге коляскаға отырып қалады. Содан бастап анау компьютерге кіреді, сөйтпенен ізденіп, неше жасында қайтыс болып кеткен, енді жас кеткен ғой. Бәленбай кітап қалдырып кеткен. Оның кітаптарын қаузап, академиктер мүйізі қарағайды. Ананың ішінен көп не алып, ары қарата не дамытып отыр. Мысалға, Герман, ана Европаның ежелгі дәуірдің жаңағы ұлыстар бар ғой, ұлттар. Солардың мифологиясының шығу тарихын, оның осы даладан барғандығын, соның бәрін дәлелдеп, былай келтіріп, кәдімгі не қылды, по полочкам дейді ғой. Мысалға, тарихта кейбір нәрселер, түсініксіз нәрселер болады ғой. Қарайсың, мына жақта көшпенділер, бірақ көшпенділердің ізі ана Европада сайрап жатады. Неге олай? Олардың мысалы құдай көріп жаңағы көп құдайшылық болған кезеңдер бар ғой сол кезде Европада. Соның жаңағы құдайларының өзі қайдан шықты? Соның өзі мына жақтан барған, атпенен барған, енді осы даладан барды ғой. Солардан шыққан. Оларды құдай деңгейінде көтеріп кеткен сонша, сол мифология болып қалып қойғандығын дәлелдеп береді. Мысалға дегенім ғой. Сол сияқты үлкен тұлғалар бар, немесе сондай тарихи орындар бар. Оның бәрін жаңағы жақсы екен негізінде. Сен оны қолға алсайшы деп айтып. Мысалға былай ғой. Дәл сол проект қолға алынды. Айтайын ба кім алған? Маңғыстау арнасы алды. Бекзат Қосай дейтін жігіт жүргізді. Нұрбол Сағидуллин, Боранқұл командасында солар жүрді. Қай кезде? Соны ютубқа да салды, қате дейсің. Мысалы, қай кезде уақытын білмейсің, жоба примерно. Кәдімгі әлеуметтік. Иә, 2 жыл бұрын. Жоба. 2 жыл. Пандемия. Бірақ сол атпай қалды. Онда ол атпағанда былай ғой нағашы. Может, біздің ойлап отқанымыз дұрыс емес, ол ату керек та, біздің ойлап отқанымыз. Тек соны ойлап, анау сондай қалай да біз соны ойлап отырдық та, ол не обязательно ату. Ол ең бастысы Бекзат дұрыс зат жасап кетті да, Астанада ғой мысалға, әйтеуір өз өлкесінен бір проектісін түсірді, қазір елордада, например, не істедің дегенде көрсете алатындай ғой. Ал енді атпағанда қалай? Менің манағы айтқаным, барлық затты жасамай тұрып, может быть, ортаға салу керек та. Мысалға, не керек? Бірдеңе керек па? Оған кім шығалады? Арғынбек Қалбаев шығалады. Да, Ареке, біз мынандай жасайын, бізге мынандай айтып берші, хорошо, болды. Біз жаңағындай қылып шығамыз да, фораннер клуб жинап, түсіндіріп, айтып, осындай бір шығып, мысалы, барлық жерде бүйтіп істейік, соған сіздің фораннер клубпен барайық, бірдеңе деген сияқты. Оның да үлесі ол көмегі да. Оларға да шығып өздері бірдеңесін пісіріп, мына жақта жүре береді, мына жақта жаңағы затын түсіріп, петличкасымен, жарығымен, камерасымен, мысалға, сөйтіп жұдырық болып жұмылып, көп дүние жасауға болады. Жалпы түсіп кетті да, аузың сөзіңде. Ана 362 плюс деген болды ғой. Сол Маңғыстаулықтарында, иә. Ерлан Акимат. Енді, иә, мықты жоба болды кезінде да. Қазақстан бойынша анандай жоғары деңгейде болды. Мысалға, соны сол деңгейде қайталауға неге болмасқа? Иә. Қазір және бір ерекшелігі, мысалы, қазақ тілінде жасасаң. Иә. Соны бар ғой, бәке, мысалға, орыс тілінде болды. плюс 362 болды, Ерлан Жұмаев түсірді. Одан кейін оны Акимат қолдады, қателеспесем, кішкене жаста болды бұл кезде. Сосын Акимат ол кісіні басқа салаға тапсырмамен жұмысқа алып кетті. Мен солай түсіндім. Менің түсінігім бойынша солай. Айтайын дегенім, жаңағындай қазақша қылып, бізден кейінгі поколение інілерге, балдарға жақсы өнеге болып қалатындай, пайдасы көп, заодно информация жинайтындай, заодно видео, фотомен қарағанда да күшті бір не алатындай. Мысалға, төртеуміздің ініміз Астанада оқып жүріп, соны бүйтіп көрсететін дейді. Не, біздің ағалар жасап, Бозжыра, Ақтау, біздің Маңғыстау мынандай деп айтатындай, жаңағындай нәрселерді көп жасауға, не только жер-су. Шерғалаң фонына отырып алып, осындай әңгіме айтуға болады далада, егер жел болмаса да, петлечкімен немен. Көп істейтін дүние, көп медиаға жұдырық болып жұмылып. Тағы бір соңғы сұрақта. Енді осындай жаңа айтып отырмыз, осы өлкеге, мысалға, ұлтқа деп енді ірі сөйлеп жатқан шығар, пафосты да. Бірақ дегенмен, соған бір қызмет жасайтындай осындай жобалар болса, мысалға, жобаға қатысуға, тегін от души қатысуға келісесіздер ме? Жалпы, иә. Әрине тегін, конечно, тегін ғой. Өлкенің тарихы, мысалға, сондай сияқты жобалар болады. Ұлттық спорт, біз үшін де қызық. бүркітшілердің жобасы, мысалы, мен өзім көкейімде жүрген бір ой болды, жаңа кім айтқандай, айтып жүргеніме көп болды. Бүркітшілер туралы бір ютубқа бір сағаттық па, бір 45 минуттық па бір видео салғым келеді. Әңгімелесіп отыр. Ол бір ерекше креатив емес, жай бүркітшілермен әңгімелескім келеді.
далаға шығып кетіп үйінде шай ішіп А отыр. давай бәке соған креативті де қоса берейік, жүре берсін. Креатив түсіре берсін, иә. әрине керемет болады. Дронмен түсірсін. Мысалға деген Иә, сондай жобаларға шақыру алсаңдар қатысар ма едіңіздер? Мен қатысам, мысалға маған тұрып осы жобаны жүргізші десе, мысалға жүргізуге өзім жоқпын негізі да, көп сөйлеуге не істеуге да, былай сөйлегенмен ондай жауапкершіліктегі жоқ. Сол жерде тұрып дәл сол жобаға не келеді қолымнан, мысалға может техникамен, может быть жаңағыдай оператор камерамен или соны давай сендер істең, үшін менің жұмысым бар, тамақ дым алаңдамаң, обед ужин неше күн 3 күн жүресің ба далада, полный бәрін сондай енді питаниесін сондай бірдеңесін мойныма алар едім, например, егер көмек Өте жақсы. несе болса. Бірақ егер ондай жобаға мысалға егер мен шақыратын болсам, мысалға ұйымдастырушы ретінде сіздерді жаңағы шопыр қылып емес, бәрібір де сіздің лицо дейді ғой орысша айтқанда, сізді мысалға ведущий бола алмаймын десең, соведущий деп жаңағы қасына қойып қою керек сияқты меніңше. Вот қолдаймыз Ол да ондай қиянат қой. жобаларды. Неше 500 дедің ба? Бәке мана бір донор білесіз ғой. Я мен жалпылама айтайын деген любой контент жасауға болады да, бірақ жаңағы сияқты шектеу балпыс айтып отыр ғой, атпайды атады дейді. бір нәрсе жасаймыз деп давай деп идея көтердік та, қойшы мынау атпайды дейді, содан мен қалып қоятын сияқты. Негізі жасап көру керек та, ол ату атпауы ары қарай Соны бар ғой, көрерменге байланысты. біздің мақсат ату болмау керек қой. Мақсат Сапалы. бізден кейінгі ұрпаққа әйтеуір не істедің дегенде мынандай жасап кеттім деп сондай болу керек қой. Біздер енді мойындау керек, бүйтіп өстік қой. Мынау бая кім емес па? Бірдеңені түсірді, шайып жүрді ғой деп біз сөйтіп өстік, жеке өз басымыз. Сондай болды, например, да, мысалға да. Көп нені мойындамай сөйтіп өстік қой. Даже телевизорға шыққан заттарды НТК-ның мысалға да. Ал енді қазіргі заманда, қазіргі поколенде уже бас продюсер, например, ананы түсірт, мынаны түсірт, сәкені түсірт, көп заттарды уже дұрыс үлкен шаруа жұмыс ретінде қабылдайсың да. Сондай көзқараспен өзіміз қолымыздан не келеді жасау керек. Манағы айтқан, бірақ жасамай тұрып ақылдасу керек та. Жиналу керек. Бір шай ғой, 30-40 адам болып не істейміз, ал бүйтейік, сол жерде айтылады, ол мынандай қалайық деп жобаларды қолға алу керек. Керек па, надо будет ақша сұрау керек, ақшасын алдыру керек деген сияқты. Рахмет жігіттер. Керемет подкаст болды деп ойлаймын. Жалпы енді көрермендер лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, парақшаға тіркеліңіздер. Көрермен бар ма, братан, десең де? Көрермендерге баршасына рахмет деп айтқым келеді. Ең бастысы аман болайық. Елдің аман, жұртымыз тыныш болғанның арқасында 4 жігіт микрофонды қосып қойып, ананы айтып, мынаны айтып отырмыз. Ең бастысы аман болайық. Амандығымызды тілеп жүріңіздер баршаңызға. Сондай тек мен айтарым. Рахмет жігіттер. жаңа өзендіктерді қолданыңыздар.